Сәлеметсіңдерім, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен бірге 9 сыныптың 12-ші бөлімін өтеміз. Бұл бөлім бізде тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтар деп аталады. Жалпы бұл тарау немесе бөлім бізде генетика деп атауға да болады. Және бүгін біз есептер шығаруды үйренеміз және жалпы теориямен танысамыз. Ал бастайық. Егер сіз мені бірінші рет көріп отырсаңыз, мен атым Еркәділ, осы Рибосом KZ YouTube каналының авторымын. Мен балаларға биологияны жеңіл түрде, қысқартылған түрде үйретемін, сабақ түсінуге, мектептегі БЖБ, ТЖБ-ларды жақсы жазуға және ұбт-ға дайындық ретінде менің видеоларымды қарауға болады. Қарағанда бұл жерде біздің оқитын кітаптар берілген. Ал енді бастайық. Міндетті түрде видеоның алдында мен YouTube каналыма тіркеліп алыңдар, подписка жасаңдар, және бізде сонымен қатар Telegram және Instagram парақшалары да бар, оларды да ұмытпаңдар. Ал бастайық. Жалпы генетика мен айтқандай бұл тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары, бірақ генетика саласы осы екі тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік деген екі қасиетті зерттейтін ғылым саласы. Оны бізге қалаған Грегор Мендель. Грегор Мендель туралы әлі сөйлесеміз, бірақ бірінші айтайық. Жалпы генетика деп туралы айтқанда, сендер бірінші тұқым қуалаушылық еске келеді ғой. Яғни ата-аналардың ұрпақ беруі, балаларына белгілерін не істеуі, тұқым қуалауы, осы және өзгергіштік әрине. Егер балалар басқа белгіге тән болса, жаңа белгіге тән болса, ол да кіреді. Яғни генетика жалпы қарапайым тілмен айтсақ, ол ұрпақ беруді зерттейді. Қалай ұрпақ беріледі, ДНК хромосоманың өзгеруін де зерттейді бір жағынан. Осының бәрі генетика саласы. Енді осы Грегор Мендель бізде генетика жалпы термині мен анықтамасын ашқан ғалым. Қалай ашқан десеңдер, ол 1866 жылы өсімдік будандарымен тәжірибелер еңбегін, яғни мақаласын жазған. Бұл жерде ол өсімдіктің будандарымен, яғни өсімдіктің ағзаларымен будандастыру нәтижесінде генетика заңдылықтарын ашқан. Және оның зерттеген заты біз биологияда зер зат деп атаймыз. Біз 7-ші сыныпта ол туралы айтқанбыз, және оның зерттеген заты бізде азбұршақ, яғни объект, зертханалық объект, тәжірибелік объект деп атауға болады, яғни зерттейтін зат ол азбұршақ болған. Азбұршақ арқылы Грегор Мендель генетиканы ашқан. Неге азбұршақ десеңдер, ол туралы сөйлесейік. Азбұршақ таңдаған себептері: біріншісі, белгілер саны аз. Кестеге қарап алыңдар. Жалпы азбұршақта 7 ғана белгі, және әр белгіде 2 ғана ауыспаушылық болады. Мысалы, түс туралы алсақ, азбұршақтың түсі ол тек қана сары және жасыл болды. Ешқандай түстері жоқ. Пішін туралы айтсақ, тегіс немесе бұтыр. Күлте жапырақшалардың түсі қызыл, күрең немесе ақ. Жапырақшалар мен мұртшалардың дамуы күшті және солғын болуы мүмкін. Биіктігі қалыпты, аласа. Бұршақтың түсі бізде сары, жасыл, немесе бұршаққанның пішіні бізде тегіс бұтыр. Яғни қараңдар, әр бізде жалпы 7 белгісі ғана бар. Бұл өте аз, себебі басқа өсімдіктерді ағзаларды алғанда олардың белгілері өте көп. Қарапайым раушан гүлін алсақ, оның көп деген түстері бар. Сол үшін біз онымен генетика жасай алмаймыз, зерттей алмаймыз, себебі осы егер белгілері соншама, неғұрлым көп болса, генетика заңдылығын зерттегенде сіздің мүмкіндігіңіз соғұрлым аз болады. Егер белгілер көп болса, қиын болады. Себебі біз білмейміз ғой, вдруг белгі беріледі, тұқым қуалайды, немесе берілмей басқа бір түс пайда болып қалады. Сосын сіз тупикта боласыз, не істеймін, қалай зерттеймін деген сұрақ болады. Ал Грегор Мендель кішкене өте ойшыл, өте білімді, ақылды ғалым, генетик болғандықтан ол осы азбұршақты таңдаған. Себебі оның белгілері арқылы біз генетиканы өз көзімен көре аламыз. Екінші себеп бұл өздігінен тозаңдану. Яғни азбұршақ өз-өзімен тозаңданады, оған айқас тозаңдану керек емес. Азбұршақты басқа азбұршақпен будандастырып ұрпақ алуға керек емес, ол өзі көбейе береді. Сонымен қатар оған жағдай құру керек емес. Яғни азбұршақ ол қораптың ішінде, ол жағдай жоқ жерде көбейе, өсе және дами береді. Оған ешқандай жағдай керек емес. Мысалы, гүлдерді алсақ, гүлдердің өзінің температурасы болу керек, топырақтың ылғалдылығы болу керек, және қысым басқа болу керек. Егер осы жағдай болмаса, олар мүлдем өспейді. Тура солай, Ал азбұршақ өте жеңіл. Яғни ол біріншіден зерттеуде өте жеңіл, анық көрінеді. Екіншіден ол өте жеңіл, онымен қолдану өте жеңіл, ешқандай жағдай керек емес, жай ғана қолдана бересіз, жай зат сияқты. Үшінші, себепсіз белгілер ауыспайды. Мен айтқандай, біз раушан гүлді алғанда оның түстері көп және жайдан жай себепсіз пайда болуы мүмкін, сонда генетика заңдылығы бұзылады деп те айтуға да болады. Алайда олай емес, бірақ оны біз уже көре алмаймыз.
Азбұршақта белгілер себепсіз ауыспайды. Олар нақты жалпы осы генетика заңдылықтарына қарай сол бағытта өзгереді. Иә, жақсы. Енді жалпы Менделдің өзімен танысайық. Так, как міне Мендель, мен айтқанда бұл генетик, алайда ол генетик болса да ол қосымша математик болған. Мендельдің айтуы бойынша 10 белгіні 10 теңдеумен шығару керек. Бұл рас. Себебі генетиканы анықтағанда біз не істейміз? Есеп шығарамыз. Бұл математика ғой. Математика жалпы есеп шығаратын ғылыми саласы. Әрине математикада басқа да салалары көп, оның теориясы да бар, бірақ біз мектепте есептермен ғана танысамыз. Сонымен қатар осы Мендель бізде тек қана генетик емес, математик болған, иә? Және ол бір жағынан генетиканы зерттегенде математиканың заңдылықтарын қолданған. Қосымша көбейту формулалар, а квадрат, б квадрат деген сияқты заттар қолданған. Сонымен қатар Мендель бізде суретке қарағанда оның осы жағасында бізде крест тұр, иә? Крест. Ол жайдан жай емес. Мендель бізде жалпы монах болған, иә? Яғни монах деген ол діни адам. Ол мен енді діни жағынан көп білмеймін енді, бірақ монах деген ол христиан діні емес пе, иә? Мен шатаспасам, білмеймін. Айырмашылықтар мен түсінбеймін. Өзім мұсылман болғандықтан мен басқа діндерге қатты араласпаймын, зерттемеймін. Және қарасақ, оның еңбектері негізінде жоққа шығарылды. Себебі Мендель өмір сүрген кезінде дін өте басым болды, өте мықты болды. Діннен басқа ешқандай затқа сенбеген бұрын адамдар. Ғылым не екенін білмеді. Егер бір адам шығып ғылымды зерттей бастаса, оны жоққа шығарып өлтіретін еді. Бұрынғы замандарда өте қиын болған. Қазір біз қазір зайырлы мемлекетпіз, иә, Қазақстан. Бізде дін басым емес, бізде ғылым басым емес, екеуі тең. Ал бұрынғы Мендель өмір сүрген кезінде дін басым болғандықтан ол еңбегі жоққа шығарылды. Ешкім оның еңбегіне сенбеді, және мен білмеймін енді рас па жоқ па, бірақ оны өлтірді деген бір пікір көргем. Оны ма немесе бір басқа ғалымды ма, солай шығар енді. Бірақ оған сенбей ақ қойыңдар, жай ғана еңбектері жоққа шығарылды. Енді мына суретке қарайық. Мендельдің тәжірибесі қалай болды? Мендель бізде сары түсті доминантты, яғни басым азбұршақты алды да, жасыл түсті рецессивті, яғни басылыңқы азбұршақты бір-бірімен будандастырып, сары түсті ұрпақ шықты. Неге ол сары түсті және жасыл түсті азбұршақты будандастырып, нәтижесінде сары азбұршақ шықты? Себебі сары түс осы жағдайда басым, доминант. Ол туралы әлі қазір сөйлесеміз. Бірақ Мендель қарағанда екі түсті азбұршақты будандастырып, басым, яғни маңызды түсті шығарған. Осы арқылы генетика ашылды деп айтуға болады, оның бірінші заңы. Алайда оған әлі кетпейік. Жалпы сендерде кітапта таза сорт тармақтар деген термин бар. Қарағанда бізде тап-таза сары түсті, тап-таза жасыл түсті азбұршақ алынған суретте, зерттеуде, тәжірибеде. Және осы екі дара, екі ағза, екі азбұршақ бұл таза сорт тармақтар. Яғни таза сорт тармақ дегеніміз бұл будандастыру кезінде қолданылатын таза белгілері бар ата-ана. Ата-ана ғой, яғни П дегеніміз parent, ата-ана деген мағынада. Және мына жерде қараңдар, бізде әйел доминантты сары түсті азбұршақ, ал еркек бізде қараңдар жасыл түсті рецессивті болып тұр. Екеуі тап-таза. Себебі даже әріптерінен қарағандай. Ол әріптерді қасындағы сандарды қазір айтамыз. Ал енді соған көшейік. Жалпы сендерде доминанттылық деген термин бар, оны бізде басымдылық деп те атайды. Доминанттылық немесе басымдылық дегеніміз бұл будандастыру кезінде басым болатын 100% белгіні беретін қасиет. Біз жаңарана суретке қарағандай сары түсті және жасыл түсті азбұршақты будандастырғанда сары түсті жасыл түсті басып тастады, өзінің белгісін 100% берді. Бұл басымдылық, иә? Басым, мықты, доминантын деп айтады ғой, осы. Және доминантты қасиет бізде өте көп кездеседі. Көптеген ағзаларда қарапайым адам аурулары доминантты болып келеді. Олар өте көп таралған, өте көп кездеседі. Рецессивтілік бұл доминанттылықтың керісінше түрі. Яғни басылыңқы, басылынатын, белгісін бермейтін деген сөз. Өзінің белгісін толық бермейді, белгісі басылады. Осындай қасиет бұл рецессивтілік деп аталады. Рецессивтілік ол өте төмен болғандықтан қарапайым әке мен ана жыныстық қатынас жасаған кезде, яғни ұрпақ берген кезде деп айтсақ, осы кезде екеуінің арасында бір доминантты адам өзінің белгісін
100% береді. Кейде екі белгі араласып кетуі де мүмкін. Ол туралы біз әлі сөйлесеміз. Және рецессивтілік бізде өте сирек және аз таралған. Егер сендерге рецессивті ауру десе, значит ол өте аз таралған. Адамдар онымен сирек ауырады деген мағынада. Енді мына белгіге қараңдар. Бізде аталық осындай белгі, үстіге қарайтын сызық, астыға қарайтын болса, бұл аналық белгісі. П дегеніміз парента, яғни ата-ана. X дегеніміз, яғни екі ағзаның будан арасындағы X, бұл будандастыру, көбейту деген мағынада ғой, көбейту X. F дегеніміз бұл ұрпақ, сонымен қатар ұрпақ бізде бөлінеді. F1 дегеніміз қарапайым ұрпақ, F2 дегеніміз бұл сол ұрпақтың ұрпағы, яғни немерелер, шатаспасам, және F3 деген ол сол ұрпақтың ұрпақтардың ұрпақтары, яғни немерелердің балалары деп те атауға болады. Шемірелер немесе қалай айтады, ұмытып кеттім, жай оған қарамай-ақ қояды. Яғни қараңдар, сендерде ұрпақ пайда болады ғой, бұл F1. Яғни F1 бәрібір ол бір зат. Сендер сол ұрпақпен будандастырып қойсаңдар, өздігінен тозаңдану болса, бұл F2 болады. Сендер сол F2-дегі, екінші ұрпақтағы екі белгіні қайттан бір-бірімен будандастырғанда F3 пайда болады, және солай кете береді. Бұл ұрпақ, яғни будандастыру кезіндегі пайда болған ұрпақ, бала. G дегеніміз бұл генотип, F дегеніміз фенотип, және орыс Г әрпі бұл гамета. Гамета не екенін енді білетін шығарсыңдар. Біз 7-8 сыныпта оны өткенбіз. Гамета, зигота деген сияқты. Гамета бұл ата-ананың несі, дұрыс айтасыңдар, бұл олардың гендері. Ата-ананың гендері. Гамета екіге бөлінеді. Әр гамета 23 хромосомадан екеуі қосылғанда зигота құрайды. Бұл ұрықтану процесі деп аталады. Зиготада уже 46 хромосома болады. Бала. Яғни атадан және ата-анадан бірдей хромосомалар беріледі деген сөз. Енді қараңдар, сендерде аллельді ген деген анықтама бар. Аллельді ген дегеніміз бұл белгілерді тасымалдайтын ген, яғни гаметалар. Рас қой, мысалы ата-анадан белгі берілсе, бұл аллельді ген, ата-ананан, шатасып кеттім. Яғни қарапайым сөзбен айтайықшы, мысалы әйел, анадан белгі беріледі, мысалы ананың шашы. Әкеден мысалы қарапайым терінің түсі берілсін. Яғни біреуінде терінің түсі, біреуінде шаштың түсі немесе шаштың түрі болсын. Осы екі белгілерді балаға тасымалдайтын зат бізде ген ғой, гамета. Бірақ соны біз аллельді ген дейміз. Себебі аллель дегеніміз бұл белгі. Бізде гендер көп. Бізде жалпы ауруды тасымалдайтын ген бар, белгіні тасымалдайтын ген бар, осы аллельді ген. Және үшіншісі бізде жай гендер бар. Олар бізде ұрпақты тасымалдамайды, қарапайым нәруыз синтезіне қатысады ДНК-дағы, олар да бар. Яғни ұрпаққа қатыспайтын да гендер бар. Жалпы біздің денемізді көптеген гендер құрайды. Және қараңдар, гендер, осы аллельді гендер, гаметалар бізде бір әріппен белгіленеді. Мысалы, үлкен А, кішкентай А, үлкен Б, кішкентай Б. Осы әріптер бізде қарапайым аллельді гендер. Бір әріп бір белгіге тең. Бірақ та бір әріп бізде ұрпақты бермейді. Егер екі әріп болса, екі қосылған әріп, яғни анадан, әкеден екі аллельді ген бір-бірімен қосылып зигота құрайды ғой, яғни бала. Ол зигота екі әріптен тұрса. Мысалы, А үлкен А кіші, А үлкен А үлкен, немесе А кіші А кіші. Осы. Ал егер бір ғана әріп болса, бұл аллельді ген, олар зигота емес, олар тек қана белгі тасымалдайтын қарапайым гендер, гаметалар. Зиготтан айттық, гаметалардың қосындысы, яғни біздің ұрпақ ол зигота, бала, пайда болған эмбрион деп айтуға да болады. Олар екі әріппен белгіленеді, себебі әке мен ананың аллельді гаметалары бар ішінде. Және бізде зигота екіге бөлінеді. Гомозигота, гетерозигота. Гомозигота бұл екі үлкен әріптен тұрады. Яғни екі доминантты аллельді гендерден тұрады. Ол 100% доминантты, 100% белгі береді. Гомозиготаның доминантты түрі ол үлкен А, үлкен А. Ал гомозиготаның рецессивті түрі бұл кіші А, кіші А. Яғни гомо дегеніміз бірдей. Екі бірдей зат болса, бұл гомо. Гомозигота, яғни екі үлкен А бір-бірімен, немесе екі кіші А. Ал гетерозигота, гетер дегеніміз әртүрлі деген мағынада. Сол үшін бізде гетерозигота біреу ғана, бұл үлкен А және кіші А. Осы жағдайда бізде доминантты 75%, ал рецессивті 25% беріледі. Бірақ айтқандай, үлкен әрпі бізде доминант болғандықтан, ол әрқашан белгіні, рецессивтің белгісін басып тастайды, 100% өзінің белгісін береді. Бұл заң, оған бағыну керек біз. Сол үшін солай.
және біз қарағандай, мына қараңызшы, үлкен А, кіші А. Неге алдында үлкен А тұр? Себебі олай болу керек. Бұл жалпы басымды ген әрқашан алдында тұрады. Әрқашан. Сендерде керісінше кіші А үлкен А деп тұрмайды. Олай ешқашан болмайды. Тек қана доминантты белгі әрқашан алдыда тұрады. Осын жаттағандар. Егер сіз басқаша жазып қойсаңыз, сізде есеп дұрыс шықпайды. Бұл қате. Бұл қарапайым сауаттылық қой, биологияның сауаттылығы. Енді жалпы мендель қандай әдіспен генетиканы ашты десеңдер, гибридиологиялық. Қараңдар, гибридиология әдісінде гибрид деген сөз бар. Гибрид деген емес, бұл будан. Будан асыру кезінде пайда болған ұрпақ, бұл гибрид, бір-бірімен қосылған будан. Және осы мендельдің қолданылған әдісі гибридиология әдісі, себебі будан асыру арқылы ашқан. Болды. Бірақ қараңдар, ол математик болғандықтан мендель, ол генетикада статистикалық талдауды қолданған. Статистикалық талдау бұл ұрпақтардың санын, мөлшерін, берілетін пайызын, ықтималдылығын, математика, білесің бе, процент бәрін санап, отырып кесе жасап, математикалық жолмен есеп шығарған осы мендель. Бұл статистикалық талдау деп аталады. Және осы мендель ашқан, бұл гибридиологиялық әдіс. Және біз алдында F фенотип, G генотип деп атадық қой. Фенотип дегеннен біз ағзаның сыртқы белгілері. Сыртқы белгілері бұл морфология деп атауға болады. Модификациялық кезінде, модификациялық өзгергіштік кезінде сыртқы ортадан белгілер өзгереді ғой, тек сыртқы белгілер өзгереді. Бұл фенотип. Қарапайым адамның белгілі бір заттың түсі, пішіні, ұзындығы, ені, осы бүкіл белгілер көзге көрінетін, бұл фенотип, сыртқы белгілер. Ал генотип ол ішкі белгілер. Генотипте фенотиптің бүкіл жиынтығы болады. Бүкіл фенотип белгілер барлығы генотипте жиналған. Генотип өте басым. Ол көрінбейді көзге, алайда ол өте маңызды белгі, генотип, ішкі белгілер. Мысалы, сіздің аллельдеріңіз, сіздің зиготтаңыз гомозиготта ма, гетерозиготта ма, доминантты ма, ретессивті ма, осы аллельді гендерді зерттейтін осы белгілерді көрсететін бұл генотип. Ал фенотип просто қарапайым сіздің сыртқы келбетіңізді, сыртқы көрінісіңізді көрсетеді. Және есеп, есеп шығарған кезде бізде жалпы есептер үш түрге бөлінеді. Моногибридті будандастыру, моно дегеніміз 1, жаттап алыңдар. Дегибридті будандастыру, ди дегеніміз 2, грек тілінен. Полигибридті дегеніміз, поли бұл бірнеше, яғни 3, 4, 5, 10-ға, 120 мыңға дейін кете береді солай. Яғни 2-ден көп, бұл бірнеше белгі. Және будандастыру не екенін білесіңдер. Және қараңдар, моногибридті будандастыру есептерінде біз тек қана бір белгіні анықтаймыз. Мысалы, тек қана түс. Мендельдің алғашқы азбұршақпен жасаған есеп, мысал, зертханалық тәжірибе бұл моногибридті будандастыру. Мен тілім заплетаться етіп жатыр, сөйлегенде, ішіне кетпейтінді. Қараңдар, яғни моногибридті кезінде тек қана бір белгі тасымалданады. Мысалы, егер біз тек қана түсті анықтасақ, бұл моногибридті. Егер біз тек қана пішінді анықтасақ, бұл моногибридті. Дегибридті кезінде керісінше екі белгі. Мысалы, біз азбұршақтың түсін сипаттаймыз. Ол өзі екіге бөлінеді, айттық қой, сары, жасыл. Және пішінін аламыз. Ол кедір, бұдыр. Сонда бізде екі аллельді ген қатыспайды. Анадан, әкеден берілетін екі түс емес. Сонда бізде 4 аллель қатысады дегибридті будандастыруда. Значит, бізде 4 әріп болады. Да, ана АА емес, уже АА, ББ деген, немесе АА, ЦЦ деген 4 әріп, яғни 4 аллель, 4 белгі. Екеуі түс. Мысалы, анадан, әкеден бір түс, немесе анадан, әкеден бір пішіннің белгісі. Біреу кедір, біреу тегіс, жазық. Бұл дегибридті. Ал полигибридті бұл бірнеше белгі. Ол бізде түс болу мүмкін, уже 2 аллель. Ол пішін болу мүмкін, 2 аллель. И еще, мысалы, ұзындығы. Қысқа, ұзын деген, қысқа немесе ұзын. Осы 3 белгі болу мүмкін, 4 белгі болу мүмкін. Ол бізде уже, мысалы, 3 белгі алсақ, әр белгіге 2 аллельден беріледі, себебі анадан біреу, әкеден біреу. Осы жағдайда сонда бізде 6 әріп болады біздің зиготтада. АА, ББ, ЦЦ, ойлаңдар. Және олардың ішінде 3 доминантты, 3 ретессивті болады. Және олар бір-бірімен байланысқан емес. Сіз түстің және пішінің белгілерін, аллельдерін бір-бірімен араласа алмайсыңдар. Олар жеке-жеке есепте болады. Так, ал енді Мендельдің 3 негізгі заңымен танысайық. Мендельдің заңдарын генетикалық заңдар деп атайды. Себебі ол генетиканы ашты ғой.
Қараңдар, Менделдің заңдары үшке бөлінеді. Біріншісі заң басымдылық немесе біркелкілік заң деп аталады. Басымдылық заңы, басымдылық не екенін еске түсірейік, бұл доминанттылық қой. Қарапайым тілмен айтсақ, басымдылық заңы бұл доминанттың белгісін көрсететін заң. Мендел айтқан, егер біз доминантты буданды рецессивті будан мен будандастырсақ, доминанттының белгісі, басымдылық белгі 100% беріледі. Және екінші ағзаны буданды басып тастайды, рецессивтің басып тастайды. Бұл басымдылық заңы. Бір аллельдің басқа аллельге басым болу, өзінің белгісін көрсету. Үлкен А, бұл доминантты. Ол әрқашан кіші Адан, яғни рецессивтен мықтырақ. Бұл бірінші заңы. Екінші заңы ажырау заңы. Ажырау заңы бұл F2, яғни екінші ұрпақ. Сізде пайда болған ұрпақты қайттан будандастырсаңыз, сізде ажырау болады. Ажырау заңы екі белгінің бөлінуі мағынада. Яғни өздігінен тозаңдану кезінде, яғни бір буданды тура сол буданға будандастырсақ, сізде ажырау болады. Мысал қараңдар, екінші ұрпақтың нәтижесі ғой қайттан будандастыру жасағанда. Мысал қараңдар, үлкен А кіші А, яғни екі гетерозиготаны бір-бірімен будандастырсаңыз, сізде фенотип 3-1 болады, генотип 1-2-1. Не деген сан? Қара, фенотипте 3-1. Значит, бізде үшеуі доминантты, біреуі рецессивті деген сөз. Яғни сандар әртүрлі. Керісінше бұл мүмкін 3 рецессивті, 1 доминантты. Бірақ фенотипі ажырауда әрқашан 3-1. 3 доминантты белгі болады, және 1 рецессивті белгі болады әрқашан. Егер сіз осы екі гетерозиготтан будандастырсаңыз, бұл ажырау. Белгілер ажырайды деген сөз. Генотип 1-2-1, яғни 1 доминантты гомозиготта, 2 доминантты гетерозиготта, және 1 рецессивті гомозиготта. Генотип әрқашан 1-2-1. Айттық қой, фенотипте біз белгілерді анықтаймыз, яғни сыртқы белгілер төс, пішін, анау, а генотипте біз уже гомозиготта, гетерозиготта, доминантты, рецессивті осыларды анықтаймыз. Сандар, осы ары қатынас арқылы жасаймыз. Ары қатынас арқылы жасаймыз. 1, 2, 3 болсын мысалы. Значит, бізде 1 будан басқа, 2 будан басқа, 3 будан басқа деп осы бөліп тастаймыз. Үшінші Мендельдің заңы тәуелсіз тұқым қуалау заңы деп аталады. Бұл заң бізде будандастыру кезіндегі белгілерін бір-бірінен тәуелсіз жеке ұрпақ беруі. Яғни дигибридті, полигибридті будандастыру кезінде бізде түстен басқа белгілер болады. Мен айтқанда, бір белгі басқа белгімен араласпайды, бір-біріне тәуелсіз болады. Мысалы, қарапайым сары түс және бұдыр пішін екеуі бір-бірімен байланысы жоқ. Себебі біреу пішінді, біреуі түсті анықтайды. Олар бір-біріне тәуелсіз болғандықтан бір-бірімен араласпай тұқым қуалайды, ұрпақ береді. Осы заңды ашқан Мендел. Бұл үшінші заңы тәуелсіз тұқым қуалау деп аталады. Ал енді есеп шығару кезіндегі қалай айтуға болады? Қадамдар деп айтайық. Есеп шығарғанда міндетті түрде берілгенін жазу керек. Яғни қандай түс? Мысалы, егер доминантты мысалы сары түс болса, біз жазамыз үлкен А тен сары. Егер рецессивті жасыл болса, кіші А тен жасыл деп жазамыз. Бұл берілгені физикада сияқты. Потом екі жағынан сызық, астына бізде не табу керек. Мысалы, егер бізге ажырау керек болса, онда біз гетерозигота жазамыз. Үлкен А, кіші А. Осын табамыз. Потом осының қасында, оң жағында бізде жалпы уже берілгені болады. Берілгені бұл қарапайым есеп. Біз берілген жасағанда ата-ананы жазамыз, П парента. Қасына қандай екі ағзаны будандастырамыз, арасында X болады міндетті түрде. Потом біз гаметаларға, парентадан кейін гамета болады. Яғни осы екі зиготаны біз білмейміз қандай зигота, может быть гетерозигота, может быть гомозигота. Осы гаметаларды, яғни жұп әріптерді екі әріпке бөлеміз. Яғни егер бірдей болса бір әріп қалай береді, егер әртүрлі әріп болса гетерозиготада, онда екі аллель. Гаметада біз гаметаларға бөлеміз, аллельді гендерге бөлеміз. Бізде бір әріп болу керек. Бір әріп бір белгіге тең. Біз бөлгеннен кейін осы белгілерді, әріптерді уже F1 деп жазамыз да бір-бірімен көбейтеміз, будандастырамыз. И осы әріптерді бір-бірімен көбейткенде математика сияқты біз ұрпақтарды аламыз. А потом осы ұрпақтарға қарай біз генотип пен фенотипті анықтаймыз. Қандай түс, қандай пішін, қандай белгі бар, немесе қандай зиготта, гомозиготта, гетерозиготта, рецессивті белгі қалай, көп па, аз ба, доминанттылық қалай берілі, көп па, аз ба, осының бәрін жазамыз.
Енді мен шығарған бір есепті қараңдар, міне бұл бізде қарапайым есеп, иә. Қараңдар, бізде берілген жаздық, яғни үлкен А бізде сары түсті, кіші А жасыл түсті. Бұл аллельді гендер. Бұл не? Бұл құдай-ай, мен өзім шатасып, бұл гаметалар ғой, гамета белгі. Аслында бізде гетерозиготаны табу керек. Не істейміз? Паренті П деп жазамыз, және екі ұрпақ жазамыз. Мысалы қараңдар, тап-таза доминантты гомозигота және тап-таза рецессивті гомозигота. Екі белгі, олар 100% өзінің белгісін береді. Екеуін көбейтеміз, аслында Г дейді, бұл гамета. Яғни қараңдар, бізде доминантты доминантты гомозиготада екі үлкен А әрпі болғандықтан, яғни екі доминантты белгі болғандықтан, ол бірдей болғандықтан біз бір гамета жазамыз. Ал мына жерде басқа жағында бізде гомозигота берілген. Тоже бұл рецессивті гомозигота. Онда бір әріп, одан бір әріп беріледі. Сонда бізде екі гамета пайда болады. F1 ұрпақта осы екі гаметаларды бір-бірімен көбейтемізде бізде гетерозигота пайда болады. Фенотип бойынша бұл 100% сары. Неге? Себебі қараңдар, бұл жерде осы гетерозиготада доминантты белгі бар. Үлкен А тұр ғой, үлкен А. Значит, ол сары болады. Бұл басымдылық заңы ғой, Менделдің бірінші заңы. Ол айтқанда, егер какой-то бір ұрпақта, какой-то бір буданда доминантты белгі болса, ол әрқашан белгі береді. Міне 100% сары. Қасындағысы тұрған жасыл түсті гамета белгі аллельді ген никак әсер етпейді, ешқандай әсері жоқ, ол басылып қалады. Басылыңқы ғой рецессивті. Ал бұл фенотип. Ал генотипті қарасақ 100% гетерозиготы. Ол түсінікті. Неге мен пайызбен жаздым? Себебі бір ғана ұрпақ шықты. Егер бас көп ұрпақ болса, онда мен ара қатынас арқылы жазатын едім. Уже сандармен 1 қос нүкте 2 деп жазатын едім. Бұл қарапайым есептің басымдылық заңына қарай жасалған. Ал енді ажырау заңына көшейік. Қалай жұмыс істейді? Міне. Мен айттым, ажырау заңы бұл өздігінен тозаңдану, яғни пайда болған ұрпақты басымдылық заңында қайттан бір-бірімен будандастырсақ, қайта будандастыру болса, бұл ажырау. Қарайық, бізде жаңағына алдыңғы есепте бізде гетерозигота пайда болды. Егер біз осы екі гетерозиготаны бір-бірімен қайттан будандастырсақ, ажырау жасасақ, бізде не шығады көрейік. Парентаны жаздық, екі гетерозигота. Гаметаларға бөлді. Қараңдар, бізде екі гамета шықты. Себебі бізде доминантты да, рецессивті да гаметалары, аллельдері бар мына жерде. Поэтому біз осы гетерозиготта әртүрлі екі гамета болғандықтан бөлдік. Біреуінде үлкен А кіші, екіншісінде үлкен А кіші. Бұл гамета. Әр буданның өзінің гаметалары бар. Мысалы, екеуі бірдей болғандықтан екі ғана гамета емес, 4 гамета шығады. Себебі біреуінде екеуі бар, екіншісінде екеуі бар. Потом біз F1 табамыз, ұрпақ. Айттық қой, көбейтеміз. Бірақ қараңдаршы, мен қалай көбейттім? Осылай көбейту керек. Мынау біздің доминантты белгі бірінші басқа екі белгіге көбейтіледі. Потом оның қасындағысы рецессивті белгі тоже барлығына көбейтіледі. Сонда бізде бір доминантты гомозигота, сосын екі гетерозигота және үшіншісі бізде бір рецессивті гомозигота пайда болды. Қараңдар, міне. Яғни бізде біреуі доминантты гомозигота, потом екі бізде гетерозигота және төртіншісі ұрпақ, яғни үшіншісі, төртінші ұрпақ бұл рецессивті гомозигота. Енді қарайық. Фенотипті тапсақ 3-те-1. Ажырау заңы шықты ма? Шықты. Себебі бізде 3 сары. Себебі үшеуінде, даже мысалы жарайды, доминантты гомозиготада екі әрпі доминантты болды. Ол 100% сары. Ол түсінікті. Бірақ та қарайық. Қалған екі ұрпақта, гетерозиготада бәрібір қасында рецессивті белгі басылынады да, алдында тұрған доминантты белгі сары түс болғандықтан сары бола береді. Сол үшін бізде 3 сары. Ал енді қараңдаршы, төртінші ұрпақ бізде не шықты? Дұрыс, рецессивті гомозигота. Ол өзі біреу, екі әріпі рецессивті. Значит, рецессивтің белгісі жай беріліп қалады. Себебі доминанты жоқ, оны ешкімне баспайды. Поэтому бізде бір жасыл. Сонда бізде 3-те-1, 3 сары, бір жасыл беріледі деген сөз. Қарапайым. Келесі бізде генотип. Генотипті қарайық. 1, 2, 1. Неге олай шықты? Себебі бізде біріншісі бұл бір доминантты гомозигота, екі гетерозигота, бір рецессивті гомозигота. Даже гомозиготаның өзі бөлінеді. Доминантты гомозигота бұл үлкен А, рецессивті гомозигота кіші. Ал гетерозигота ол и так-то понятно, да, біз оны айттық. Яғни біз генотипте осы әріптерге, аллельдер, гомозиготаларға қарай бөлеміз, ал фенотипте жай белгілерге қарай бөлеміз. Бұл ажырау.
ажырауды әрқашан фенотип 3-те 1, генотип 1-2-1 болады. Не істедік біз? Анықтадық па? Дәлелдедік па? Ажырау заңын? Я, дәлелдедік. Бұл дұрыс. Енді үшінші Менделдің заңына көшейік. Бұл тәуелсіз тұқым қуалау заңы. Енді қараңдар, мынау есепте бізде уже моногибридті емес, дигибридті. Себебі қараңдар, бүкіл алар пішінге жауапты, бүкіл бұлар бізде пішінге. Яғни бізде пішін және түс, үлкен А, кіші А бізде түстер, сары, жасыл. Бұлар үлкен Б, кіші Б, бұл уже пішіндер. Бір-бірімен араласпайды, тәуелсіз тұқым қуалайды. Ал есіп шығарайық. Мен айтқандай, дигибридті бұдан асыруда ұрпақтарда 2 әріп емес, уже 4 әріп болады. Жұп зиготалар. Енді қараңдар, бізде қараңдар, үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б. Бұл жерде бізде гетерозигота, гетерозигота берілген. Яғни қарайық, ол бізде гетерозигота түске қарай гетерозигота және пішінге қарай гетерозигота. Үлкен Б, кіші Б қасында тұр. Бірдей емес қой. Яғни және екінші ұрпағы тура сондай, бірдей. Сонда біз бірдей ұрпақтарды бұдан асырсақ, есікке ішіне түспей ма? Түсті ғой, ажырау. Егер біз бірдей ұрпақтарды бір-бірімен көбейтсек, бұл уже ажырау. Егер олар гетерозигота болса. Гомозигота болса, онда бәрі бір шарт. Мысалы, үлкен А көбейтілген үлкен А, не шығады? Үлкен А. Кіші А көбейтілген кіші А шығады? Кіші А. Яғни ешқандай өзгеріс болмайды. Ал гетерозиготада бізде 2 түрлі гамета бар болғандықтан, олар бір-бірімен араласып мықты белгілер береді. Енді есеп шығарайық. Гаметаларға бөлек. Бірақ қараңдар, мына жерде гаметалар бір әріппен емес, бір гамета емес, жұппен беріледі. Бұл жұп зигота болғандықтан, ол жай зиготаларға бөлінеді. Яғни 2 әріптерге бөлінеді. Бізде қараңдар, үлкен А, үлкен Б, үлкен А, кіші Б, кіші А, үлкен Б, кіші А, кіші Б. Және екінші жағында тура солай. Енді қараңдар, әр белгіні, мысалы үлкен А, үлкен Б-ны алайық, осы белгіні біз екінші жақ белгінің гаметаларына барлығын көбейтіп тастаймыз. Оның астыңғысын тура солай барлығына көбейтеміз. Оның астыңғысын тура барлығына көбейтеміз. Төртіншісін астыңғысын барлығын көбейтеміз. Яғни бір-бірімен көбейте берсек, осылай 16 ұрпақ шығады. 16 ұрпақ. Енді қарапайым математика ғой, жай әріптерді бір-бірімен көбейтеміз. Заттар шығады. Және осы 16 ұрпақтың генотипі пен фенотипін қарайық. Фенотипі бізде 9, 3, 3, 1. Значит, бізде 9 дара какой-то болады. Яғни, мүмкін үлкен А, үлкен Б деген сияқты, және басқаша. Мына қараңдар, 16 ұрпақты санап алыңдар. Бірдейлерді санап алыңдар. Әр бірдей ұрпақтар санап алыңдар, және санағанда сізде 9, 3, 3, 1 деген шығады. Яғни 9 бірдей, 3 бірдей, тағы да 3 бірдей, және біреу өзі ғана қалды. Болды. Ал генотипін тапсақ, генотипі енді кішкене қиындау. Себебі біз қараңдар, генотипте біз уже әріптерге қараймыз, гаметаларға қараймыз, аллельдерге. Уже қараңдар, мына жерде 4 түрлі әріп болса, бізде көп әртүрлі зиготалар шығады. Сонда қараңдар, бізде біреуі, сосын екеуі бірдей, сосын қайттан біреу қалды, екеуі бірдей, сосын 4 бірдей бар, екеуі бірдей бар, біреу ғана қалды, сосын екеуі бірдей бар, біреу. Сонда бізде жалпы 16 ұрпақ. Фенотипте біз уже түстерге қарай, яғни 9 бізде сары кедір бұдыр, 3-еуі сары тегіз, 3-еуі жасыл тегіз, солай санаймыз, фенотипте түстерге қарай. Так, түсінікті деп ойлаймын. Мысалы 4 әріп тұр. Біз осы 4 әріптің ішіндегі тек қана доминанттарға қарасаңдар жеткілікті. Мысалы, үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б десе, онда үлкен А, үлкен Б-ға қана қарайсыңдар. Ол не? Ол бізде сары кедір бұдыр шығады. Болды. Егер біреуінде бір жұпта бізде доминантты белгі болмаса үлкен әріп, сонда жай кіші әріп деп сана береміз. Мысалы, үлкен А, кіші А, кіші Б болса, онда кіші Б-ның белгісі тегіз, ал үлкен А болғандықтан сары, сонда сары тегіз болады. Просто осылай қарайсыңдар, болды. Қарапайым. Бұл ажырау заңы, бірақ дигибридті будан асыруда 2 белгі бар. Және ажырау заңы бізде сонымен қатар дигибридті будан асыруда бар. Оның фенотипі әрқашан 9, 3, 3, 3, 1, ал генотипі 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Генотипті жаттамай қойыңдар, себебі бұл 16 ұрпақ, ол басқаша да болуы мүмкін, сандар араласуы мүмкін. Реттілігін мәні керек емес. Ол жай бола береді. Ал фенотип әрқашан 9, 3, 3, 1. 16 ұрпақ шығады.
енді 4-дің квадраты 4 көбейту 4 16 ғой. Иә. Міне, егер сендер менің жазған есепке түсінбесеңдер, сендерге кітапта осындай сурет берілген. Бұл тоже ажырау заңы және бұл D гибридті будандастыру. Бізде біріншісі басымдылық заңы көрсетілген, иә, екі D гомозиготалар бір-бірімен көбейтілді. Потом шыққан D гетерозиготалы ұрпақтық өз-өзімен көбейттік та, бізде осылай шықты. Бірақ қараңдар, мына жерде менің бір-бірімен көбейтіп емес, олар осындай кестемен есеп шығарды. Қараңдаршы, кесте. Әр гаметаны бір жаққа бір ұрпақтың гаметалары, екі жақтың гаметалары. Бұл F2, иә, яғни ажырау. Ажырау заңын жасаған, осындай кесте жасаған, и әр кестеге осылай көбейтіп жасады. Бұл өте жеңіл, себебі барлығы жақсы көрінеді. Бірақ кесте салу өте көп уақыт кетеді. Поэтому мен оны қолданбаймын. Иә, сол үшін. Осы кесте бізде Пеннет торы деп аталады. Пеннет торы немесе тор көзі. Бұл Пеннет деген ғалым, Р. Пеннет, ашқан генетикалық есептер шығару кезіндегі әдісі. Бұл әр гаметаны тор көзге жазып, будандастыруға арналған. Түсінікті, бірақ көп уақыт алады. Мысалы, қарапайым моногибридті будандастыруда осындай кесте болады. Мына екінші кесте, ол кішкентай кесте, жарайды. 4 ұрпақ шықты. Бірақ D гибридті будандастыруда уже кесте үлкен болады, уже 16 ұрпақ, сондай көп болады. Және D гетерозигота бұл үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б, ал D гомозигота бұл бізде үлкен А, үлкен Б, немесе кіші А, кіші Б, кіші Б. Ол түсінікті. Так, енді жалпы бізде сендермен Менделдің тағы да бір заңы бар, тазалық заңы. Тазалық заңы дегеніміз бұл әр гамета өзінің белгісін таза күйде тұқым қуалайтын қасиет бар. Иә, мысалы бір белгіні алайық, бір аллельді алайық, бір гаметаны алайық, бір әріп, мысалы кіші А. Ол тек қана кіші А-ның белгісін ғана тасымалдайды, оған басқа белгі әсер етпейді. Егер доминант оны басып кетуі мүмкін, бірақ жалпы өзі таза күйде болады. Таза белгі береді. Мысалы, сары түс болса, доминантты белгі кіші А. Онда ол сол сары түсті не істейді? Тұқым қуалайды. Оған ол басқа белгімен қосылып кетіп бере алмайды. Бірақ екі гамета бір-бірімен қосылғанда, зигота құрағанда, ұрпақ алғанда уже біз доминанттылыққа қарай уже белгілерін көреміз. Себебі доминант бұл басымды. Енді қарайық, бізде рекомбинация деген термин бар. Recombination дегеніміз бұл, яғни рекомбинация бұл жаңа қасиетке ие болу. Қарапайым жаңа қасиет. Егер будандастыру кезінде сендерде сары емес, жасыл емес, басқа бір белгі пайда болса, жаңа белгі, жаңа қасиет. Бұл не? Бұл өзгергіштік. Бұл жаңа қасиет. Бұл рекомбинация. Біз айттық қой, генетика бізде тұқым қуалаушылықты және өзгергіштікті зерттейді. Тұқым қуалаушылық түсінікті. Біз қарапайым есептер шығарғанда, біз итакта бізде тұқым қуалайды, ата-ананың белгілері балаларға беріледі, ол түсінікті. Бірақ та кейде рекомбинация болуы мүмкін. Яғни генетика тек қана тұқым қуалаушылықты емес, өзгергіштік зерттейді. Яғни өзгергіштік дегеніміз бұл ата-аналарына тәуелсіз белгіге ие болу. Яғни анада, әкеде бір белгісі жоқ, сол жоқ белгіге, сол белгі сізде пайда болса, сіз ата-анада жоқ белгіге ие болсаңыз, бұл уже өзгергіштік. Және генетика оны да зерттейді. Генетика, ол өзгерісті зерттейді, ол рекомбинацияны да зерттейді. Осы рекомбинация жаңа қасиет. Болды. Және рекомбинация бұл эволюцияның бір қадамы. Айттық қой, эволюция кезінде ағза өзгереді, жаңа қасиетке ие болады. Сонда рекомбинация бұл эволюцияның бір қадамы. Және қараңдар, жалпы 1901 жылы Мендельдің заңдары қайта ашылды. Біз айттық қой, Мендел өз кезінде заңдарды дәлелдей алмай, оған ешкім сенбеді. Бірақ та кейін 10-15 жылдардан кейін, жатаспасам, 1901 жылы Мендельдің заңдары қайта ашылды. Оған 3 ғалым себеп болған. Бізде Коренц, Чермак және Хуго де Фрис, осы 3 ғалым Мендельдің еңбектерін зерттеп, генетиканы түсіндірген. Енді 1901 жылы уже дін соншама басым болмады. Адамдар біртіндеп ғылымға көше бастады. Осы кезде осы 3 ғалым, Коренц, Чермак және Хуго де Фрис, 1901 жылы Мендельдің заңдарын зерттеп ашты. Сонда бәрі сеніп, дәлелдеп уже бағына бастады. 1901 жылға дейін Мендельге ешкім сенбеді. Генетика не екенін ешкім білмеді. Біздің оқып жатқан генетика қазір осы видеодағы осы 1901 жылы пайда болған деп те айтуға болады. Дәлелденген. Алайда ол өзі 10 алдында 1866 жылы өсімдік будандарымен тәжірибелер деген Мендельдің еңбегінде
басталған. Ойлаңдаршы, 1866 жылы Мендель оны ашты, бірақ тек қана 1901 жылы оны дәлелдеді. Иә. Және сендерге қызықты факт, қараңдар. Осы Коренц, Чермак және Хуго де Фриз, осы үш ғалым біздің әлемнің үш жағынан келді. Біреуі Америкадан, біреуі Чехиядан, біреуі Германиядан, білмеймін, осылай ма. Олар үш түрлі мемлекеттен, үш түрлі континенттен келген, әлемнің үш жағынан келген, бір-бірімен кездесіп, бірге еңбек етіп ашқан. Ойлаңдаршы, қандай совпадение, қандай жаңалық бұл. Жарайды, екеуі бір-бірімен жақын болса, бір мемлекеттен болса, жоқ, олар үш әлемнің бөліктерінен келген екен. Иә. Енді бізде айттық қой, доминанттылық әрқашан беріледі. 100% белгі. Егер зиготта бізде гетерозиготта болса, ол уже доминантты, потому что алдындағы үлкен әріп кіші әріпті басып тастайды. Бірақ та бізде толымсыз доминанттылық деген термин бар. Яғни жартылай басымдылық көрсету қасиет. Осы кезде ретессивтілік анық көрінеді. Мына жерде аңыз деп жазылып тұр, жоқ, анық көрінеді. Байқамай жазылып қалған. Немесе толық доминантты басады. Иә, ретессивті бізде доминантпен бірге бірдей белгі беру да мүмкін. 50-50, яғни жарты белгіні ретессивті береді, жартысын доминантты. Доминант 100% берсе де, ол кейде 50% беруі мүмкін. Жарты белгіні. Сонда ретессивті мен доминант бір-бірімен тең болады. Иә? Екеуі араласып кетеді. Немесе кейбір есептерде ретессивтілік доминанттылықты басып тастайды. Ондай да болуы мүмкін. Бірақ ол есептің жағдайына қарай. Оны біз бір күні Алла қаласа, егер мен видео шығарсам, есеп шығарғанда қиын есептерді, сонда мен көрсететін шығармын. Мына суретке қараңдар, мына жерде қараңдар. Бізде доминантты гомозиготта, ретессивті гомозиготта бір-бірімен қосылды, гаметаларға бөлінді, и оларда гетерозиготта қандай түсті? Қызғылт. Доминантты қызыл түсті, ал ретессивті ақ. Бірақ осы есепте біз Мендельдің бірінші заңын еске түсірсек, басымдылық заңы, бізде қазір қызыл ұрпақ шығу керек, себебі доминантты белгі әрі қалды. Бірақ та толымсыз доминанттылықта осы екі белгі бір-бірімен қосылып, қызғылт түске айналып кетті, иә, араласып кетті. Бұл осындай есептер, осындай қасиет бізде көбінесе өсімдіктерге тән, жемістерге тән, тышқандарға тән және мысықтар. Мысықтардың, тышқандардың және жемістер, гүлдердің түстері араласып кетуі мүмкін. Мысалы, гүлдер кейде тек қана қызыл емес, қызыл және оның үстінде кейбір мысалы сары түсті дақтар болуы мүмкін. Яғни екі түс бір-бірімен бірге тұрады. Мысалы, жарайды, гүлдің өзі какой-то бір түске ие, бірақ оның сыртында немесе қасында немесе бір бөлігі басқа бір түс алып тұрады. Сонда екі түс бір-біріне кедергі жасамай, тәуелсіз не істеп жатыр? Тіршілік етіп жатыр. Сонда бұл толымсыз доминанттылық. Доминант толымсыз. Қарапайым сөзбен айтсақ. Келесі термин сендерде талдаушы будандастыру деп аталады. Талдаушы будандастыру дегеніміз, бұл будандастыру кезінде сіз ойланып талдайсыз. Бұл қалай? Қараңдар, егер бізде ұрпақ тап-таза доминант болса, ол кішкене жаман. Себебі тек қана бір ата-ананың гаметасы беріледі. Ал басқа ата-ана жай қалады. Мысалы, егер сіз өзіңіздің бір махаббатыңызбен ұрпақ бергенде, балаларыңызға сіздің де және сіздің махаббатыңыздың белгілері бірдей берілу үшін сіз екеуіңіз не істеу керексіз? Талдаушы будандастыру болу керек. Яғни, мысалы, сіздің туылған балаңыз жартылай анаға, жартылай әкеге ұқсас болған кезде бұл күшті. Ал егер ол тап-таза әкеге ұқсас болса, кішкене не очень болады ғой. Сіз ойлайсыз, неге менің күйеуімнің немесе менің әйелімнің белгілері балаға 100% берілді, сонда мен неге бермедім деп ойласаңдар, сонда сіздің сіздің белгіңіз қандай? Ретессивті. Бірақ ондай болмау үшін бізде талдаушы будандастыру пайда болған. Яғни қараңдар. Мысалы қарайық, қарапайым доминантты гомозиготтан алайық, үлкен. Ол қандай? Ол таза. Ал бізге гетерозиготта керек, себебі оның белгілері көп. Ол екі белгісі бар, өзі күшті, ұрпақты күшті береді, және осы гетерозигот арқылы ажырау болуы мүмкін. Яғни балалар вообще басқа белгі болуы мүмкін. Мысалы, ойлайық, мысалы Қазақстанда тұратын екі қазақ бір-бірімен ұрпақ қалдырғанда балалары, мысалы, біреуі білмеймін, бір Американың, Европаның бір балаларына ұқсас болуы мүмкін. Жаңа қасиет болу, рекомбинация болуы мүмкін.
Ол күшті ғой негізі, жаңа белгі. Және осыны жасау үшін біз белгілі бір любой қандай болмаса да әр зиготаға біз рецессивті гомозиготаны көбейтеміз. Түсіндер ма? Мысалы қараңдар, рецессивті әлелдің бар болуын тексеруге және гетерозигота алу кезінде біз какой-то бір зиготаға көбейтеміз рецессивті гомозигот. Мына суретке қарайық. Бізге қараңдар, үлкен А ол жай. Және бізге гетерозигот алу үшін біз кішамен көбейтеміз. Сонда біздің берілген зиготаға көбейтеміз рецессивті гомозиготаны. Басқаша да болуы мүмкін. Мысалы, гетерозигота бар. Сіз рецессивті қасиетке ие болғыңыз келсе, немесе оны анықтап көргіңіз келсе, сіз сол гетерозиготаға немесе гомозиготаға көбейтесіз рецессивті гомозиготаны. Какой-то бір гомозиготаға рецессивті гомозиготаны көбейтсеңіз, уже сізде талдауша бұдан асыру болады. Гетерозигота болсын, доминантты гомозигота болсын, просто кішаны көбейтесіз, яғни рецессивті гомозигота, сонда сізде пайда болады не? Талдауша бұдан асыру. Так, бұл түсінікті деп ойлаймын. Осы кезде бізде белгілер 1/1 болады, 50/50 болады, немесе 100% болады. Бұл әртүрлі қасиетке қарай. Бірінші жағдайда бізде басымдылық заңы 2 гомозигота көбейтілді, нәтижесінде гетерозигота ол 100% доминантты болады. Ал екінші жағдайда қарағанда гетерозигота мен гомозигота, сонда осы жағдайда бізде 4 ұрпақ және 1/1 болады. Себебі қарайық, 2 белгі бізде гетерозигота болып қалды, екеуі гомозигота болып қалды. Қандай? Рецессивті. Жалпы талдауша бұдан асыру, ол просто гетерозигота алу үшін және рецессивті белгіге ие болу үшін, оны көру үшін, анықтау үшін арналған болды. Сонда сіз көбейте бересіз осы кішаны. Енді қараңдар, жынысты анықтау механизмі келесі термин. Бұл жыныстық генетиканың негізі. Біз жалпы тек қана белгі, пішін және осы асбұршақпен ғана тоқтамай, адамдардың генетикасында есептеуге болады. Оған көшейік. Жалпы жыныстық анықтау механизмі өте күрделі. Неге? Себебі осы жағдайда біз тек қана зиготтаға ғана емес, оның қосымша белгісіне де қараймыз. Алайда оның алдында бір сөйлесек. Қараңдар, осы жыныстық анықтау механизмі бізде генотиптік жағынан едәуір кең таралған және генетикалық материалмен анықталады. Генотип әрқашан генетикалық материалмен, ДНК-мен анықталады. Ал фенотиптік бұл қоршаған ортадағы өзгерістермен зерттеледі. Мысалы қараңдар, генотиптік жыныстық анықтау механизмі бұл қарапайым. Ата-ана қандай болды, сондай берілді, немесе бір нәрсе өзгерді. Ал фенотиптік бұл белгілер болғандықтан біз білеміз, бізде өзгергіштіктің модификация деген түрі бар. Бұл қоршаған орта әсерінен уақытша белгілерге тән болу. Мысалы, сіз Қазақстаннан басқа елге көшіп қалсаңыз, сізде сол елдегі қоршаған ортаның әсері сіздің ДНК-ларына әсер етеді де, сізде уақытша белгілер пайда болады. Мысалы, терінің түсі қарғайып қалады, Турцияға барсаңыз. Немесе бөртпелер пайда болады, прыщи, немесе родинкалар пайда болады, немесе морщина пайда болады, немесе пигментация болуы мүмкін, беттегі нүктелер болады ғой. Сондай әртүрлі өзгерістер пайда болуы мүмкін, бірақ олар уақытша, егер сіз қайттан Қазақстанға қайтсаңыз, олар жойылып қалады. Және ол фенотиптік белгі, себебі қоршаған орта әсерінен болатын өзгеріс. Екі түрі осы. Так, енді есептің алдында бірінші жалпы хромосомалармен танысайық. Адамда жалпы 46 хромосома. Бұл диплоидті жиын. Диплоид дегеніміз яғни жұп. Атадан біреу, анадан біреу, екеуі қосылып жұпты құрайды, 46 хромосома. Бұл толық хромосома диплоидті. Ал оның бір бөлігі гаплоидті деп аталады. Ол 2 хромосомадан тұрады. Ол бізде қараңдар. Біріншісі аутосомалық. 46 хромосома. Осы 46 хромосоманың ішіндегі 44 хромосома бізде аутосомалық. Аутосомалық хромосома бұл фенотиптік хромосома. Яғни дененің хромосомалары. Сіздің денедегі пішін болсын, түс болсын, ұзындық, биіктік, яғни дененің жалпы денеге қатысты фенотиптік хромосома бұл аутосомалық. Және 46 хромосоманың 44-ті денеге жауапты. Сомалық. Сома дегеніміз дене. Ал 44 болса, бізде 2 хромосома қалды. Бұл жыныстық. Неге жыныстық тек қана 2 хромосома? Себебі бізде әйел және еркек хромосоманың жиындары 2
хромосомадан тұрады. Еске түсірейік, митоз және миоз. Біз оны өттік қой. Және біз осы видеоларды қарасаңдар, алдыңғы видеоларда мен айтқам, бізде жалпы миозда жыныстық бөліну кезінде ата-анада әрқашан қандай хромосома? Гомологты хромосома, гомологты. Яғни жұп. Сонда бізде бір ғана хромосома болмайды, X, қасында екіншісі болады, бір-бірімен қосылған. Сонда қарақ, әйел хромосомасы бізде XX, яғни екі хромосомадан тұрады. Дұрыс па? Дұрыс қой, екі хромосома. Еркекте бізде тоже екі хромосома, бірақ ода X, Y болады. Сондықтан бізде жыныстық хромосома бұл генотипті хромосома. Олар белгі бермейді, тек қана жынысты береді. Ұрпақ қалдырады. Сонда екі хромосома бізде тек қана жыныстық. XY немесе XX. Және қараңдар, сендерде жалпы гомогамета, гетерогамета деген терминдер бар. Гомогамета сөзінен қарасақ, бірдей гамета. Яғни екі бірдей гамета, екі бірдей әріп, екі бірдей хромосома. Бұл XX, бұл әйел хромосомасы. Ол жұп, және ол гомологты. Себебі екі хромосом бір-бірімен жабысқалған. Ал гетерогамета, значит, әртүрлі гаметалар бұл X, Y ол басқа, X басқа. Хотя негізінде Y дегеніміз ол X, бірақ кішкене өзгертілген түрі. Жалпы біз хромосоманың құрылысын анықтағанда, алдыңғы видеоларда біз айттық, ол центромера және екі хроматидтен тұрады. Соны мынау Y хромосомада бір хроматиді жоқ. Аяғы шықтырмайды, Бұл жігіттің, яғни еркектің хромосомалары, аталық хромосомалары. Олар тақ, себебі біреуі X, біреуі Y, бұл жұп емес. Және олар гомологты емес болып саналады. Себебі екі әртүрлі хромосома қосылған, бірдей емес. А гомологты хромосома әрқашан бірдей хромосомалардың жұбы. Миоз кезінде қатысады, біз білеміз. Енді қараңдар, осы жыныстық хромосоманы, осы екі хромосоманы, 46-ның ішіндегі екі хромосоманы жыныстықты бізде ашқан Томас Морган, америкалық ғалым. Осы Томас Морган туралы біз әрі сөйлесеміз. Ол тек қана жыныстық хромосома емес, ол тағы гомологты хромосоманы ашты, ол тағы кроссинговерді ашты. Біз алдыңғы видеоларда кроссинговер, конъюгация, осы митоз миозды қарағанда генетиканың алдында. Прям күшті, кеңес беремін. Так, хорошо. Так, мен өзі естіліп тұрмын ба, қазір көрейін. Да, естіліп тұрмын. Так, енді дальше көшейік. Біз жаңағына айтқанбыз, бізде жалпы әйелдің хромосома, аналық хромосома бұл XX, яғни гомогамета, ал аталық хромосомасы бұл XY, яғни гетерогамета. Бірақ та кейбір ағзаларда керісінше болуы мүмкін. Мысалы, адам сүтқоректілерде солай. Дрозофила дегеніміз бұл шыбын. Шыбындарда тура солай. Құстарда уже басқаша. Құстарда керісінше аналық бізде XY, ал аталық XX. Көбелектерде тура солай. Тура. Құстарда сияқты аналығы XY, аталығы XX. Ауысырып алған, адамға ұқсас емес. Қара күйе тура солай. Қара күйе дегеніміз бұл ежелгі анау бір қорқынышты үлкен көбелектер. Қазір енді түрлері өте аз, Африкада сақталған кейбірлері, бірақ қазір жоқ. Осы қара күйеде тура солай, және шекшектер мен кандала. Шекшектер, кандалар бұның бәрі бұлнайықтылар. Олар да тура солай. Бірақ та оларда аталықтың хромосомасы бізде XO, яғни Y-тің орнына O деген хромосома қосылған. Сонда осы кестені қалай жаттауға болады десеңдер, құстар деп тұрмын ғой, қанаттары бар, ұша алатын ағзалар, хромосомалар керісінше. Құстарда, көбелектерде, қара күйен өзі, және көптеген бұлнайықтылар, олар да керісінше. Оларда аналығы XY, хотя XX болу керек, аталықтары XX, хотя XY болу керек. Просто осы жаттағандар болды. Және қараңдар, енді есептерге көшейік. Жыныспен тіркес белгілер. Бұл жыныстың және аурулардың берілуі, тұқым қуалауы. Жыныстық хромосомалардың тұқым қуалауы болады, ауру мен белгілерін тасымалдауы. X хромосомасы негізгі себебі аталықта да, аналықта да X бар. Ал Y хромосома бұл оның әсері көп емес. Және ол ауруларды тасымалдамайды. Ауруларды Y хромосома тасымалдамайды. Бірақ та болашақ
ұрпаққа көп әсер береді. Себебі екеуінде де X болса, бір ғана Y какой-то бір хромосомаға әсер етсе, все, сендерде сразу ұл болады. Сол үшін айтқандай, жалпы еркектер, аталық хромосомалары аналыққа қарағанда басым, доминантты. Себебі олардың құрамындағы Y анау X-қа әсер етсе, болды, ұл болып қалады. Любой X-қа Y қасына келіп алса, ол аталық болып қалады. Сонда ал аналық бұл XX, оның белгісі берілсе де, берілмесе де бәрібір, себебі X барлық екі жағында да бар. Аталықта да, аналықта да X бар. Сол үшін X ешқандай мәні жоқ. Ол негізгі хромосома болса да, мәні жоқ. Ал Y бұл жалпы болашақ ұрпақтың жынысына осы тәуелді болады. Бірақ та Y хромосома не істемейді? Ауру тасымалдамайды, достар, жатсаңдар. Есеп шығарғанда Y хромосоманың аурусы болса да, болмаса да, ол ауру тасымалдамайды. Себебі бұл қалай айтуға болады? Так хромосома, оның әсері жоқ. Енді есептерге көшейік. Қараңдар, бізде жалпы жыныс арқылы негізгі 3 ауру тасымалданады. Гемофилия дегеніміз қан ұюын болмауы, яғни қан ұюын нашарлауы. Ол көбінесе әйелдерде болады. Дальтонизм не екенін білеміз, біз оны өткеміз. Алдыңғы 8 сыныпта өткеміз сол туралы. Біз координация және реттеулі видеосына өттік. Біз көздің құрылысын өткенде, гормондарды өткен видеода бар. Егер ұмытқансаңдар, қайтадан айтайын, дальтонизм бұл түстерді ажырата алмау. Ол көбінесе сары, жасыл, қызыл түстермен болады. Осы 3 түсті ажырата алмасаңдар, сендерде дальтонизм. Ол ауру. Және дальтонизм ол көбінесе ерлерде болады. Гемофилия әйелдерде көп болса, дальтонизм ерлерде көп болады. Үшінші ауру бұлшықет дистрофиясы. Дистрофия бұл жалпы арық болу ғой. Әлсіздік. Егер бұлшықеттердің сүйек сияқты арық болып жұмыс істемей қалса, нәрі әлсіз болса, энергия болмаса, бұл дистрофия. Дистрофия өлуге әкелуі мүмкін, және жалпы сіз инвалид бола аласыз негізі. Себебі до такой степени бұлшықет жіңішке болып қалады, арық, что сіз жүре алмайсыз. Энергия жоқ қой бұлшықетте. Митохондриялар азаяды, поэтому ауру. Осы аурулар жалпы тасымалданады жынысқа. Қараңдар, X бұл хромосома. Ол айттық қой, белгі береді. Егер қараңдар, X-ін алдында, үстіңгі жағында дәрежесі түрде әріп тұр. Үлкен А десе бұл доминантты белгі, яғни дені сау. Ал егер кіші А болса, бұл рецессивті белгі, яғни ауру. Қараңдар. Егер сендерде X үлкен А, X кіші А болса, ол дені сау, бірақ ауруды тасымалдайтын деген сөз. Яғни қараңдар, айттық қой, доминанттық әрқашан белгісін береді. Значит, ол бізде дені сау болса, сонда бізде X үлкен А, X кіші А, яғни X гетерозигота. Бұл дені сау болса да, ішінде рецессивті белгісі бар. Яғни ауру белгісі бар. Ауру аллелі бар. Сонда ол ауру болмайды, бірақ ұрпақта ауру белгіге тән болады. Егер сіз ажырау жасасаңыз, осы гетерозиготамен, сонда сендерде 3-1 деген болады ғой. Сонда 3-еуі дені сау, 1-еуі ауру болады. Себебі 1 рецессивті гомозигота болады. Сонда сендерде X кіші, яғни X рецессивті гомозигота бұл 100% ауру. Себебі кіші бұл аурудың аллелі. А вот X үлкен А, яғни X доминантты гомозигота бұл 100% дені сау. Ол түсінікті. Қараңдар, енді қарайық, екеуі бәрі XX болғандықтан бұл әйелдің хромосомалары. Ал ерлердің хромосомасын алсақ, қараңдар, XY деп тұр ғой. Ал мен айттым, Y бізде ауру тасымалдамайды. Сол үшін ерлерде сендер тек қана X-ға ғана қарайсыңдар, ал Y-ға қарамайсыңдар. Сонда егер X-ында үлкен А болса, бұл дені сау, кіші А болса ауру. Ал ерлерде тасымалдаушы деген жоқ. Тек қана әйелдер ауруларды тасымалдау мүмкін, бірақ өздері дені сау болуы мүмкін. Бұл тасымалдаушы. Ал ерлерде онда жоқ. Себебі екінші хромосома белгі тасымалдамайды Y-ті. Мен айтқандай тасымалдаушы ауру емес, бірақ ауру белгісін тасымалдайды. Ұрпақтың ішінде ауру пайда болуы мүмкін осы тасымалдаушы әсерінен. Енді есептерге қарайық. Мысалдар. Бірінші есепте мен қараңдар, мен ауру әйелді дені сау еркекпен будандастырдым. Сонда менде не пайда болды?
гаметаға бөлдім. Бір гамета бізде қараңдар, бізде енді x кіші болса бізде x кіші беріледі, ал аталықтан бізде x үлкені және y беріледі. Себебі ол екі түрлі әріптен тұрады деп айтуға болады. Ұрпақты көбейтсек бізде қараңдар, бізде жалпы бір тасымалдаушы, яғни x үлкені x кіші және кім? Ауру еркек. Сонда бізде генотипі бірде бір тасымалдаушы, бір ауру шықты. Болды. Фенотипке қарамаймыз осы жағдайда. Тек қана генотип. Так, достар, қараңдар. Сонда біз қараңдар, ауру әйелді дені сау еркекпен ойлайық ұрпағы болса, олардың ұрпағында біреуі тасымалдаушы қыз, бір ауру ұл пайда болады. Өмірде тура солай. Ойлаңдар. Бірақ қараңдар, мынау қыз дені сау болса да, бірақ ол тасымалдаушы, сонда оның балалары ауру болуы мүмкін. Соны тексерейік, давайте. Екінші мысалда мен не істедім? Мен тасымалдаушы әйелді алдым, и оны дені сау еркекпен будандастырдым. Гаметаларға бөлдім. Екеуінде де екі гамета, себебі олар екеуі гетерозиготта, екі түрлі әріптен тұрады. F1 ұрпағына қарасақ, бізде не? Біреуі дені сау әйел, екіншісі дені сау еркек, үшіншісі ауру еркек, төртіншісі тасымалдаушы әйел. Сонда генотипі 3:1 болады. Неге 3:1? Себебі біз тасымалдаушыны кейде дені сау деп санай береміз. Себебі по факту ол дені сау. Ол ауырмайды, бірақ ұрпаққа береді. Сол үшін 3:1 деп алуға болады оны. Бірақ егер сіз нақты есептесеңіз, сонда 2:1 шығады. Яғни 2 дені сау, бір қыз бір ұл дені саулар. Сонда бір тасымалдаушы, бір ауру. Сонда қараңдар, егер сіз тасымалдаушы әйелді дені сау еркекпен, екеуі де дені сау, бірақ әйел тасымалдаушы, екеуін будандастырсаңыз, онда ұрпақта біреуі ауру еркек туылады. Ауру бала. Сонда ауру еркек туылады әрқашан. Ал енді қараңдар, міне сонда біз қараңдар, тасымалдаушы не екенін біз білмейміз. Мысалы, оны білу үшін сендер специальный бір генетиктерге барып, қан тапсырып, жалпы табу керексіңдер оны. Тасымалдаушы екеніңізді. Енді қараңдар, значит сендердің ағзаларында рецессивті белгілер бар, ауру. Менің де ағзамда болуы мүмкін, бірақ мен денім сау, шүкір, мен ауыратқан жоқпын ештеңемен. Енді қараңдар, егер мен өзіме ұқсас белгілі бір адамды алсам, екеумізде ұрпақ пайда болады ғой, осы ұрпақта бір ауру пайда болуы мүмкін. Мен не үшін айтып жатырмын? Бұл біздің ата-бабаларымыз өмір бойы айтатын зат қандай? Дұрыс. Бізге кіші жастан бастап айтады ғой. Ешқашан туыстарымен ұрпақ құруға болмайды. Себебі туыстар бұл саған ұқсас адамдар. Олардың қан тобы, олардың хромосомалары, белгілері, аллельдері, зиготалары тура менде сияқты болуы мүмкін. Біз бір әкеден, бір анадан шықтық. Дұрыс қой. Туыстас, махаббат, туыстас ұрпақ деген болмау керек мүлдем. Біріншіден ол кішкене түсініксіз, себебі ондай болмау керек. Екіншіден бұл өте қауіпті. Себебі екі бірдей ағзаның ішінде тасымалдаушы ауру гендер болады. Осы рецессивті. Қатты көрінбейді, бірақ егер екі рецессивті бір-бірімен қосылса, олар анық көрінеді де, туыстас ұрпақта ауру балалар пайда болады. Бұл біріншіден. Екіншіден, не себепті біз туыстас емес басқа адамдармен өмір құраймыз, махаббат болады, себебі бізде әртүрлік болу керек. Егер ұрпақ бірдей бола берсе, онда ол қандай ұрпақ? Ұрпақ деген жалғасу керек. Ол жан-жақты басқа ұрпақтармен, басқа қалай айтуға болады? Басқа туыстармен, басқа белгілермен, басқа адамдармен қосылу керек. Нәтижесінде жаңа белгілер пайда болады. Егер мысалы мен Америкадағы бір қызды алсам, сонда менде не? Екеуміздің белгілеріміз қосылып, жаңа белгі пайда болады балада. Сонда бала жаңа ұрпақ бастайды. Ал егер мен қарапайым жақын адамдармен немесе Қазақстандағы бір адам жүре берсем, онда ұрпақ өзгермейді, сол қалпыда қалай береді. Бұл негізінде жаңа ұрпаққа қарағанда жаман. Бұл екінші себеп. Бірінші себеп ол ауру. Екі бірдей ағза бір-бірімен ұрпақ құрғанда, олардың рецессивті аллельдері,
тасымалдаушы гендері бір-бірімен қосылып ауру бала құрайды. Балаға ауру белгіні тасымалдайды. Так. Енді сендерде кодоминирлеу деген бар. Бірақ мен оны кодоминанттылық деп атаймын, себебі атауы осы жақсы. Кодоминанттылық дегеніміз бұл аллельді емес ген. Біз сендермен аллельді ген дегенде белгілерді алдық. Нақты рецессивті бір белгі, доминантты бір белгі. Бір-бірімен тасымалдайды. Айттық. Бірақ бізде жалпы Менделдің екінші зерттеген жағы бар, бұл аллельді емес. Яғни белгілер берілмейтін гендер. Белгілер бізде осы жағдайда мән бермейді ешқандай. Бір-біріне мән бермейді. Олар бір-бірімен араласып жаңа белгі бермейді, жай ғана бірігіп жүреді. Яғни бұл екі доминантты, екі рецессивті болуы мүмкін. Бір-бірінен тәуелсіз гендердің будандастырылуы ғой қарапайым. Нәтижесінде жаңа белгі пайда болады, бірақ басымдылық, рецессивтілік деген жоқ. Кәдімгі бірлесу, яғни мына суретке қараңдар. Бұл жағдайда бізде қараңдар, екі доминантты гомозиготалар қосылып, араласпай, жай бірлесіп кетті. Белгілері араласқан жоқ, толымсыз доминанттылық деген болмады мына жерде. Яғни араласқан жоқ. Жай осы ұрпақ беріп жатыр, бір-біріне тәуелсіз. Бұл кодоминанттылық. Яғни ко дегеніміз бұл бірлесу. Яғни бірлескен доминанттылық қой осы. Және қарағанда екеуі де үлкен әріптерге тән, екеуі де доминант. Яғни доминанттар бір-біріне доминант болмайды. Енді қарағанда сендерде аглютиноген, яғни изоантиген деген термин бар. Бұл эмбрион кезінен пайда болатын органикалық зат. Осыдан қан тобы ДНК-да сақталады. Денедегі қан жасушаларын анықтайтын осы антиген. Біз сендермен 8 сыныпта осы заттар тасымалдану деген видеосында қан топтар, қан барлығын айтқамыз, резус фактор туралы айтқамыз. Қайталап алыңдар, мен қайталамаймын. Себебі біз тек қана жаңа ақпаратпен танысамыз ғой. Және осы туылғаннан бастап бізде антигендер пайда болады. Олар біздің ақпаратты сақтайды, біздің денемізді қорғайды, қан жасушаларын анықтайды. Бұл антиген. Ал бізде антидене деген бар. Бұл керісінше жаман зат. Ой, жоқ, шатасып кеттім, кешірім сұраймын. Антиген бұл керісінше жаман зат. Олар бізді өлтіретін, біздің денеміздегі зиян заттарды жойып тұратын. Ал антидене бұл біздің денедегі осы заттар. Антиген бізде тоже бар. И антидене бар. Антидене бұл біздің қарапайым лейкоциттер, біздің қорғаныш жасушаларымыз, иммунитет, осы бәрі. Ал антиген бұл керісінше біздің ДНК-мызды құртатын заттар. Алайда біздің өзіміздің антигендеріміз де бар. Олар ақпаратты ДНК-да сақтайды, қан топтарын анықтайды. Бірақ басқа антигендер біздің денеге әсер етеді. Антиген ретінде бактерия. Бактерия ол антиген болуы мүмкін. Ол біздің денемізге келеді, иммунитетті құртады. Бірақ біздің антиденелеріміз, яғни лейкоциттер, фагоцитоз арқылы, басқа да процестер арқылы біздің денемізді қорғайды, иммунитетті атқарады. Хорошо. Енді бізде амбибап донор және амбибап реципиент. Амбибап дегеніміз бұл біркелкі. Бұл таза деген сөз. Донор дегеніміз бұл қанды беретін, реципиент қанды алатын қасиеттер. Сонда бізде амбибап донор дегеніміз бұл бәріне қан бере беретін қан тобы. Оған бізде бірінші қан тобы жатады. Рас, біз сендермен жалпы 8 сыныпта қан топтарын кім қалай берілетіндігін тасымалдауын қарадық. Және қарағанда бірінші қан тобы бәріне береді, өзіне де береді. Ал амбибап реципиент бұл екінші қан тобы. Жоқ, қате мына жерде. Амбибап реципиент бұл төртінші қан тобы. Мына жерде қате достар. Неге мына жерде 2 деп жазылып тұр, мен өзім түсінбей қалдым. Жарайды. Жалпы қараңдар. Амбибап реципиент бұл төртінші қан тобы. Екінші емес. Мына жерде қате. Байқама жасып қалдым. Жарайды, не істейін енді. Это человеческий фактор ғой негізінде. Қате жіберу деген. Төртінші қан тобы, себебі ол ешкімге қанды бере алмайды. Тек қана өзіне тән қан тобына береді. Тек қана өз-өзіне береді. Ал қалған топтардың қандарын өзіне алады. Бірақ өзі бермейді. Сол үшін амбибап реципиент. Агглютинация не екенін білеміз, бұл ауру. Когда біздің қан топтарымыз бір-бірімен жарыспаған кезде, олар бір-бірімен әсер етпей жойылады. Бір-бірімен жабысып қалады. Бір-бірімен жабысқанда эритроциттер бір-бірімен жабысып, оттекті тасымалдамайды. Және оттек тасымалдамайды, біз тұншығып өліп қаламыз. Гипоксия ауру болады, оттек жетіспеушілік. Сол үшін бізде адамдар тек қана өзіне ғана тән қан тобына қанды құяды.
анау кесе жатадық қой, біз кесені сурет жатадық қой, схеманы. Қандай қан тобы қайсына береді, алады. Осыны жаттағанда осыған қарай қан топты тапсырыңдар. Егер сіз өзіне жараспайтын реципиентке қанды құйсаңыз, агглютинация болады, сол адам өліп қалады. Ауру. Себебі антигендер антиденемен араласып бір-бірін жойып тастайды. Эритроциттер жабысып кетеді. Сол үшін мен агглютинацияны антиген плюс антидене деп жаздым. Себебі олар бір-біріне қарама-қарсы ешқандай пайда болмайды. Изоантиген, яғни агглютиноген. Бұл кеседе сендерде А, Б болып белгіленеді, бірақ О деген жоқ. А, Б жүйесі біз айттық, бірінші қан тобы бұл О, екінші қан тобы бізде А, үшінші қан тобы бізде Б, төртінші қан тобы А, Б. Ал антидене, яғни агглютинин, біреуі агглютиноген, а біреуі агглютинин. Ол бізде альфа плюс бета, альфа, бета болады, бірақ АБ деген түрі жоқ. Мынау кесені қарап алыңдар. Жалпы, бірінші қан тобында бізде ешқандай агглютиногендер, яғни антигендер жоқ. Ал төртінші қан тобында ешқандай агглютининдер, яғни антиденелері жоқ. И қараңдар, АА, ББ бұл екінші мен үшінші қан топтарына тән гомозиготталар. Гетерозиготта болуы мүмкін АО, БО деген. Жалпы. Тағы не айтайын? Болды, осы кеседе барлығы берілген. Мынау кесені жаттап алыңдар міндетті түрде. Бірақ осыны біз негізінде 8 сыныпта айтқанбыз осы туралы. Енді қарайық, қан топтардың есептерін алдымен жасағанда біз тура жыныс пен тірке сияқты жасаймыз. Мына L дегеніміз бұл қан деген мағынада, ал үстіңгі белгілер бұл біздің қарапайым белгілер. Егер бізде ОО болса, яғни гомозиготта ОО, бұл бірінші қан тобы. Айттық қой, АБО жүйесі бойынша бірінші қан тобы бізде О болып белгіленеді, 0 деген мағынада. Екінші қан тобы бізде жалпы екі түрі бар, гетерозиготталы және гомозиготталы түрі бар. Гетерозиготта бізде АО, яғни доминантты белгі 100% берілгендіктен бұл бәрібір А болады. Ал екінші қан тобы АБО жүйесінде А. Сонда бізде АО болады, немесе АА. Гомозиготталы. Бұл бәрібір екінші қан тобы. Оның екі түрі бар, гомо және гетеро деген түрлер бар. Үшінші қан тобы тура солай. Үшінші қан тобы бізде АБО жүйесінде Б болып белгіленеді, сонда бізде БО деген бар, немесе ББ деген бар. Тоже гетерозиготта, тоже гомозиготта. Ал төртінші қан тобы тек қана біреу, ол бізде АБ болды. Егер осы әріптердің біреуіне О қойсақ, онда ол уже басқа қан тобы болып кетеді. Ол өзі гетерозиготта, себебі АБ. Ол төртінші қан тобы. Осын жаттағандар, себебі есептер шығарамыз. Кейбір есептерде сендерде екінші қан тобының гомозиготтасын сұрайды, кейде гетерозиготтасын сұрайды. Үшінші қан тобы тура солай. Және осы екеуімен есептегенде нәтижелері басқа. Мысалы, бірінші мен екінші қан тобы ата-аналар ұрпақ құрғанда, олардың балалары осындай болуы мүмкін. Бірақ егер біз гомо емес гетерозиготты алсақ, ол уже басқа болып қалуы мүмкін. Себебі гаметаларға бөлгенде бізде жаңа белгілер ажырау болуы мүмкін, опять ажырау. Вот. Так, как күттіңдер? Бұл. Біздің видеомыз 1 сағат болып тұр уже. Жай кішкене кепе. Бұл генетика кішкене қиын тарау өте үлкен. Енді есепте шығарайық. Қараңдар, жалпы есептердің алдында бірінші мынаны айтайық. Бізде жалпы бір-біріне қан құйылатын ғана топтар будандастырылады. Есеп шығарғанда кішкене ойланбай, жай ғана есеп шығара беріп жүгірмеңдер. Себебі сендер берілгенді мұқият асықпай оқу керексіңдер. Себебі сендерде есепте екі қан тобын береді, бір-бірімен ұрпақ құр дейді. Ұрпақ құрасыңдар, будандастырасыңдар, бірақ егер осы екі қан тобы бір-бірімен араласпайтын болса, яғни қан құйылатын кезде бір-бірімен араласпау керек болатын болса, есеп шықпайды. Мысалы не? Мысалы, төртінші қан тобын білмеймін, қандай немен алуға болады? Мысалы, екінші қан тобымен. Значит, бізде екінші қан тобы төртінші қан тобына құяды, мысалы, сонда есеп шықпайды. Егер керісінше болса, төртінші қан тобы алады екінші қан тобынан, онда олай болады. Сол үшін есеп шығарғанда жайдынша шығара бермей, логикалық тұрғыда ойланып көріңдер. Және А, Б дегеніміз бұл доминантты, О дегеніміз рецессивті белгілер. Сонда бізде А мен Б әрқашан алдыда тұрады, О бізде қасында тұрады. Біз жаңағыны алғашқы видеоның басында айтқанбыз. Енді есепті шығарайық.
Бірінші мысалға қарайық. Бізде қараңдар, АБ және ОА. АБ дегеніміз не? Бұл төртінші қан тобы. Ал ОА дегеніміз бұл не? Бұл екінші қан тобы. Қандай? Гетерозиготалы. Гаметаларға бөлдік, біреуінде А шықты, Б шықты, екіншісінде О шықты, А шықты. Бір-бірімен будандастырсақ, бізде екінші қан тобы шықты, АО. Бұл бізде гетерозиготалы. Сосын екінші қан тобы гомозиготалы, АА шықты. Сосын үшінші қан тобы шықты, БО. Қандай? Гетерозиготалы. Және төртінші қан тобы бізде шықты, АБ. Сонда гаметасы 2-1-1 шығады. 2 бізде екінші қан тобы, біреуі үшінші қан тобы, біреуі төртінші қан тобы шықты. Қарапайым. Екінші мысалға қарайық. Екінші мысалда сендерде АО, яғни қандай? Дұрыс. АО дегеніміз бұл екінші қан тобының гетерозиготалық түрі. Ал қасында бізде АО тұр. Қайттан. Сонда бізде екі гетерозиготалық қан топтарын бір-бірімен будандастырып жатырмыз. Гаметаға бөлдік. Ұрпақтарда бізде қараңдар. Бізде 3-1 шығады генотипі. Себебі қараңдар, F1-ді қарасақ, бірінші ұрпақты, бізде АА бұл екінші қан тобы қандай? Гомозиготалы. АО бұл қандай? Бұл гетерозиготалы екінші қан тобы. Үшіншісі АО бұл қайттан гетерозиготалы екінші қан тобы. Және төртіншісі ОО бұл бірінші. Сонда генотипі 3-1. Екеуі, мына жерде қараңдар, үшеуі екінші қан тобы. Мына жерде 2 деп жазылып тұр, 3. Біреуі бірінші топ. Мынау екінші мысал ештеңе еске түсірмей ма? Бұл ажырау ғой. Яғни екі гетерозиготын көбейткенде үшеуі доминантты, біреуі рецессивті болып шығады генотипі. Міне тура солай. Енді қарайық. Сендерде бір сұрақтар болуы мүмкін осылай. Мысал, қандай екі қан тобын будандастырғанда балаларында барлық қан топтары болады? Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші болып шығады ұрпағы. Қандай? Ойланып көрейік. Так, значит, бізге гетерозигота керек. Егер біз гомозигот алсақ, онда екі белгі қосылып, басқа бір нәрсе беріп кетеді. Мысалы, АА, ББ көбейтсек, АБ шығады. Қандай? Ештеңе бермейді ғой, бір ғана топты береді. Сонда біз гетерозигота, екінші қан тобының гетерозиготасы АО, және үшінші қан тобының гетерозиготасы БО бір-бірімен көбейтсек, нәтижесінде бізде барлық қан топтар шығады. Сонда бізде гаметаларға бөлсек А, О, Б, О. Сонда АБ төртінші қан тобы. Сонда бізде АО екінші, БО үшінші және ОО бірінші. Сонда бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші қан топтар пайда болады. Бір-бірімен гаметалармен көбейтсек. Міне, осындай сұрақтар кездесуі мүмкін. ОБТ-да, олимпиадаларда, даже мектепте сұрау мүмкін. Есептеп көріңдер, егер маған сенбесеңдер. Резус фактор туралы айтқанбыз, бұл 80% адамдардың құрамында болатын эритроциттердің сыртындағы не? Нәрвіз, ерекше нәрвіз. Осы резус фактор бізде жалпы қан тобын қорғайды. Антигендерден қан тобын қорғайды. Және егер осы резус фактор болса, сендердің қан топтарын 10 резусты болады. Егер резус болмаса, онда сендерде теріс резус. Жалпы 85% адамдарда ол теріс, ол 10 резусты, плюс резусты болады. Ал теріс резус өте сирек кездеседі. Олардың резус факторы нәрвізі болмаса, антигеннен қорғалмайды. Сендерде мына кесе берілген және әртүрлі қан топтарының ара қатынасы көрсетілген, мұқият қарап алыңдар. Оны жаттауға керек емес, жай ғана көрсетіп жатыр. Мысалы, орыстардың арасында ең көп таралған қан тобы бұл екінші қан тобы. Қытайларда бізде ең көп таралғаны бұл бірінші қан тобы. Жапондарда бізде екінші қан тобы. Француздарда бізде екінші қан тобы. Австралиялық аборигендерде бірінші қан тобы. Ал Бороро тайпасының үндістері жабайы адамдар. Оларда бізде бірінші қан тобы 100%. Оларда екінші, үшінші, төртінші қан топтары жоқ екен. Вот так вот. Енді қараңдар, резус конфликт жүктіліктің ерте кезінде, яғни жүктілік кезінде жалпы қалыптаспайды. Себебі қан бірден қалыптаспайды негізі. Ұрпақ бергенде қан тобы эмбриогенезде кейін ғана, соңғы кездерде ғана қалыптасады. Сол үшін іште жатқан жүктілік кезіндегі баланы резус факторын сіз білмеу, жүре аласыз, білмей. Оны анықтай алмайсыз, мүлдем. Және қараңдар, Қазақстанда тек қана 1% адам, даже 1% емес, 1%-дан төмен ғана адамдарда теріс резус фактор қан тобы бар. Қалған 99% бізде 10 резусты болады. Енді қараңдар, 2 10 резусты ата-анадан
25% теріс резусты бала туылуы мүмкін. Қарапайым ажырау заңы. Қараңдаршы, мысалы резус 10 резусты біз доминантты деп алсақ, теріс резусты рецессивті деп алсақ бола ма? Себебі мен алдыңғы слайдтарда айтқам, рецессивті белгі бұл өте аз таралған. Ол тек қана басыңқы белгі ғана емес, ол аз таралған белгі. Ал теріс резусты өте аз таралған, әлемде таралған, Қазақстанда 1% ғана. Сол үшін ол кіші. Ал үлкен А доминантты бізде сонда 10 резусты. Егер біз ажырау заңына қарай есеп шығарсақ, 3/1 пайда болады. Сонда 3/1 дегеніміз ол 3 бізде 3 10 резусты, 75% 10 резусты, ал қалған 25% бізде теріс резусты. Яғни кіші болады. Сонда жалпы 2 10 резусты ата-анадан 25% бойынша ажырау заңы болса, егер гетерозигот болса, оларда не болады? Теріс резусты бала туылуы мүмкін. Бірақ ол 25%, енді 75% бен салыстырсақ, наверное, болмайтын шығар енді. Бұл ажырау заңы. Так. Мына жерден машина шулап кетті ғой, жарайды, ештеңе кетпейді. Так, енді бұл және біз сендермен 8 сыныпта ауру өттік, сары ауру дегенді өттік, шатаспасам. Яғни анасы 10 резусты, баласы теріс резусты болғанда, екеуінің резустары әртүрлі. Сонда баланың және ананың антигендер мен антиденелері бір-бірімен араласып агглютинацияға келеді. Сонда баланың плацента деген бала жататын бір бөлігі болады, ананың денесінде плацента. Ол үзіліп қалады да, ананың қаны баланың қанымен араласып кетеді. Бұл өлуге әкеледі ғой, бала тұншып қалады. Және олардың қандары араласпау. Баланың қанында өзінің антигендері бар, анада өзінің антигендері бар. Ананың антиденелері осы баланың антигендерін жойып тастайды да, бала тұншығып өліп қалады. Себебі эритроциттер азаяды, агглютинация болады. Бұл ауру гемолитикалық сары ауру деп аталады. Қалай ананың жасушалары, лейкоциттері, яғни антиденелері баланың антигендерін жояды? Себебі олар оны танымайды. Біздің денемізде, біздің иммунитетімізге, ағзамызға бір бактерия еніп қалса, біздің антиденелеріміз оны сразу өлтіріп тастайды. Баланың жасушаларын антидене бір бөгде зат деп санап жойып тастайды. Сол үшін бұл өте қауіпті ауру. Бұл гемолитикалық сары ауру деп аталады. Егер ана жүкті болған кезінен, мысалы ана жүкті болды, бала туды. Бірақ кейін келесі жүкті болатын кезеңге сразу өтсе, яғни өте қысқа мерзімде қайта жүкті болса, оның гемолитикалық сары ауру болуының ықтималдығы артады. Яғни сіз бала тудыңыз, және сіз кішкентай бір мерзімде қайтадан жүкті болсаңыз, сонда сіздің ішінде жатқан балаңыз қайтыс болуы мүмкін. Пайызы ықтималдығы өте жоғары. Себебі гемолитикалық сары ауру болады. Ол болмау үшін біріншіден екі жүктілік арасындағы уақыт мерзімі кем дегенде 5-6 жыл болу керек. Екіншіден, босанған кейін, бала туғаннан кейін, яғни босағаннан кейін, ана 72 сағат резус антидене енгізу керек. Яғни иммунитетті жақсарту керек, оның резус факторын өзгерту керек. Үшіншіден, егер ананың қан тобы бірінші болса, онда резус конфликт, яғни екі резус арасындағы арақатынас, осы ауру болмайды. Себебі бірінші қан тобы барлық қан топтарына қан құяды, және агглютинация болмайды. Негізінде ол әмбебап донор. Сонда егер ананың қан тобы бірінші қан топ болса, жарайды, онда осы ауру болмайды. Бірақ та екінші, үшінші, төртінші қан топ болса, онда ауру қалыптасуы мүмкін. Екі резус түрлі болады ғой, баланың резусы, ананың резусы әртүрлі. Екеуінің арасындағы осы қарым-қатынас резус конфликт деп аталады. Осы әсерінен гемолитикалық сары ауру пайда болады. Енді генетиканың зерттеу әдістеріне көшейік. Генетика, айттық қой, бұл тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін ғылым, биология саласы. Және оның жалпы неше? 5 қой. Жоқ, 6 әдісі бар. Генетиканы зерттейтін 6 әдіс бар. Біріншісі әдіс генеалогиялық. Генеалогиялық әдіс бұл қарапайым шежіре талдау. Шежіре дегеніміз бұл қарапайым шежіре ғой. Жеті ата ұрпақтарды бір-бірімен бөліп, үлкен кесе сызып, ағаш жасайды ғой туыстардың.
бұрынғы қазақтар, бұрынғы ежелгі адамдар осы әдіспен қолданған ең ескі әдіс, ең ежелгі әдіс осы генеалогия, шежіре арқылы талдаған. Яғни олар шежірелер жазған, бір-бірімен қалай тұқым қуалайды, балалар қандай болады, осыны есептеген. Бірақ ол өтірік, себебі олар генетика не екенін білмеген, олар доминантты, рецессивті белгілерді білмеген, олардың арқасымен жасаған жоқ, жай ғана қолданған. Олар көбінесе ауруларды айқындаған. Мысалы, ұрпақ жарайды, ұрпақ қандай болса да бәрібір ең бастысы ұрпақта ауру адам болмаса болды. Және осы шежірелерді генеалогиялық әдісте көбінесе ауруды анықтау үшін қолданған болды. Мысалы, анау ауру, мынау ауру, екеуінде ауру бола ма деп осылай ағаш салып, кесе жасап, шежіре жасап талдаған бұрында. Иә. Иә, болды. Және қараңдар, осы жағдайда пенетранттық дәл емес. Пенетранттық не екенін қазір өтеміз. Оны потом, оны қазір басқа қыстырмай қойық. Давайте. Екінші әдіс егіздік. Егіздер дегеніміз близняшки, білеміз. Бір жұмыртқадан пайда болған егіздер. Бір зиготтадан екі ұрпақ пайда болады. Екі ұрық, эмбрион. Енді осы әдіс не істейді? Екі егізді алады да бір-бірімен салыстырады. Қоршаған орта әсерінен фенотиптік өзгерісті зерттейді де генетика қалай беріледі. Осы екі әдіс, осы екі егізді алады да екі жерге апарады, олар қоршаған ортаға бейімделіп, ДНК-лары уақытша өзгереді, модификация болады. Потом осы белгілер қалай көрінеді, ұрпаққа қалай беріледі және қалай өзгереді, осыны зерттейтін егіздік әдіс. Бірақ осы әдіс тоже жалпы кішкене анық болмады, себебі оның кемшілігі модификация тұқым қуалмайды ғой. Біз айттық, модификация қоршаған орта әсерінен өзгеру, бұл тұқым қуалмайды, ол уақытша өзгеріс. Сендердің ұрпағыңызға сендердің нақты генотиптерін беріледі, ал фенотип қатты берілмейді осы жағдайда. Сол үшін егіздік әдіс нашар. Цитогенетикалық әдіс, цито дегеніміз жасуша. Сонда бұл кішкентай микроскопиялық деңгейде, бұл хромосомалардың өзгеруі, микроскоппен айқындауы, хромосоманы бояу дегеніміз бұл қарапайым хромосоманы зерттеу. Оның ішіндегі заттар, оның бөліктерін зерттеу, оның жалпы барлығын зерттеу қатысты. Оның санын, мөлшерін, пішінін, өзгеруін, хромосома не екенін осы барлығын зерттейді осы цитогенетикалық әдісте. Бірақ оның кемшілігі, хромосома бұл бір белгіні айқындамайды. Себебі хромосома бұл гамета емес. Бұл көптеген аллельдерден тұратын заттар. Біз білеміз, локус, хромосоманың кішкентай бөлігі локус. Осы локуста аллель бар. Бірақ та бір хромосомада көптеген локустар бар. Сонда бір хромосомада бірнеше белгі болады. Ал бірнеше белгі қалай тасымалдайды, ол қиын ғой. Ол полигибридті будандастыру. Біз ұрпақты нақты айта алмаймыз. Бізде генотипі, фенотипі 16 ұрпақ емес, одан көп болады, 100-ден асып кетеді. Сонда бала, ұрпақ қалай беріледі, қалай зерттейсіңдер осыны? Өте қиын ғой. Сол үшін хромосоманы генетикада соншама қолданбайды. Ол көбінесе жасушалық биологияға кетіп қалады. Келесі әдіс иммунологиялық әдіс. Иммунологиялық әдіс бұл қарапайым осы резус конфликт туралы, иммунитетке қатысты, нәруыздар, ферменттер, барлық органикалық заттар біз денемізде қалай өзгереді, балаларға қалай беріледі, және резус конфликттің өзі осы гемолитикалық сары ауруды зерттеген осы иммунологиялық әдіс. Бірақ оның жалпы кемшілігі ешқандай. Иммунологиялық әдіс ол тек қана екі ұрпақтың арасындағы иммунитет қалай тұқым қуалайды, қалай беріледі, гемолитикалық ауру бола ма, және органикалық заттар, нәруыз, ферменттер қалай жұмыс істейді, осыны ғана зерттейді. Ол генетикаға соншама қатысы жоқ оның. Қатынасы өте төмен, қатынасы 0,1 деп ала салайық, потому что генетика жақсырақ, ал ол 0-ге тең, иммунология. Келесі бізде биохимиялық әдіс. Иммунологиялық әдісіне өте ұқсас, бірақ бұл уже денедегі физиологияны зерттейді. Қарапайым нәруыз, фермент, ас қорыту, тыныс алу, көптеген процестер олай қалай жұмыс істейді, аурулар, осының бәрін зерттейді. Бұл биохимиялық әдіс, химия жағынан, денедегі химиялық заттар. Бірақ не? Дұрыс айтасыңдар. Ол да иммунологиялық әдіс сияқты тек қана өзінің заттарын ғана зерттейді, ал генетикаға ешқандай қатысы жоқ, қатынасы тоже 0,1.
Соңғы 6-шы әдіс бұл популяциялық статистикалық әдіс. Бұл популяцияның ішіндегі даралардың генофондын зерттейді. Генофонд бұл қарапайым біз айтқан гендер. Жалпы бір популяцияның малдардың, жануарлардың гендерін алса, олардың өзгеруін зерттейміз. Осының бәрі осы популяция статистикалық әдіс. Егер сіз бір дараны емес, көптеген даралар санасаңдар, сендер статистика түрде гибридологиялық әдіспен менделін санайсыңдар. Ол математикалық жолмен болады, себебі сендер оның кемшілігі неде? Дұрыс айтасыңдар. Оның кемшілігі анық емес. Сендер әр ағзаны жеке-жеке зерттеу керексіңдер. Ал бұл жағдайда көп ағзаларды санымен, арақатынас арқылы зерттейсіңдер. Сендер соншама терең олардың генетикаларын зерттемейсіңдер. Сол үшін бұл әдіс нақты емес, тамаша болмайды. Популяцияға жақсы, бірақ жалпы нақты емес олар. Мысалы, жарайды, бір популяцияны зерттейсің, бір популяцияда 300 мал бар. Соның ішінде, мысалы, 255 мал, мысалы, қандай? Мысалы, дені сау. Бірақ арасында тасымалдаушы болуы мүмкін, ретисивтілер болуы мүмкін. Осын сендер уже дәлелдей алмайсыңдар осы әдісте. Болды, осымен болды. Математикалық жолмен ауруларды, көбінесе популяцияда жалпы ауруларды зерттейді. Малдар қырылып қалмау үшін қандай ауру жануарлар бар, осыны есептейді, болды. Және осы популяциялық статистика әдіс өте бір жағынан мықты, себебі оны екі ғалым ашқан. Харди және Вайнберг деген екі ғалым. Ол туралы қазір айтамыз. Так. Енді жалпы қараңдаршы, біз будандастыру не екенін білеміз ғой. Яғни будандастыру дегеніміз бұл екі буданды ағзаны, екі гибридті бір-бірімен не істейміз? Шағылыстырамыз. Хромосомаларын қосып, ұрпақтарды не істейміз? Мәжбүрлеп жасаймыз. Ал адамдарды мәжбүрлей аламыз ба? Жоқ. Сол үшін адамдарды мәжбүрлемеу үшін, аз бұршақ сияқты бір-бірімен будандастырмау үшін бізде осы 6 генетикалық әдіс пайда болған. Осы әдістермен адамдарды кішкенеден анықтайды. Және оны ашқан, жалпы анықтаған Кольцов деген орыс ғалымы. Кольцов айтқан, біз тәжірибе жасай алмаймыз. Балалар қандай болатындығын анықтау үшін біз Неждановны Шаляпинге тұрмысқа шығуды мәжбүрлей алмаймыз. Түсінікті. Яғни мәжбүрлеу керек біз оларды, бірақ олай болмайды. Сол үшін мен айтқанда адамдарды мәжбүрлеуге болмайды. Адам бізде осып, будан, тәжірибеге қолданылатын зерттейтін зат емес. Білеміз. Және мен жаңағында генеалогиялық әдісте, яғни шежіре құрайтын әдісте пенетранттық деген терминмен таныстық. Айттық қой, ол жерде айтылды, пенетранттық нақты емес, әлсіз деп айтылды. Сонда пенетранттық дегеніміз бұл геннің фенотиптер көріну дәрежесі. Түсіндіңдер ме? Яғни фенотип қалай көрінеді? Осы фенотипті көрсететін белгі. Айттық қой, неге генеалогиялық әдісте пенетранттық әлсіз? Себебі генеалогиялық әдісте тек қана ауруларды ғана есептеген. Ал жалпы даралар, осы шежіредегі туыстар қалай туылады, қандай болатындығын олар анықтай алмады, себебі генетиканы білмеген. Және пенетранттық анықтауға болады, ол пайызбен саналады. Үйлесім ғой ол. Формуласы осындай. Фенотипте көрінген даралардың санын біз бөлеміз генотипке ие даралар санына. Мысалы, сендерге айтады, популяцияда немесе бір ауылда 100 адам бар, және олардың генотиптері бірдей. Бірақ та тек қана 20-сы ғана фенотипті көрсетеді. Сонда сендер 20-ны бөлесіңдер 100-ге и көбейтесіңдер 100%-ға. Сонда сендерде 20% шығады. Значит, сендерде пенетранттық 20. Просто фенотипті көрсететін дәреже бұл пенетранттық. Ал генотип ол басқа зат. Сонда сендер белгілі бір фенотиптің санын бөлесіңдер генотиптің санына, көбейтесің 100-ге и таба саласыңдар. Бұл қиын емес. Енді тарихқа көшейік, оқиғаларға. Бірінші оқиға 1956 жылы Тио және Леван, екі америкалық ғалым, адамда 46 хромосома бар екенін ашқан. Біз сендермен 7-ші сыныпта шығыс европалық шығыс европалық тағы да бір солтүстік батыс бір нәрсе айттық қой. 7-ші сыныпта біз қарағанбыз, анау идеограмма хромосомалардың өзгеруін қарағанда ол жерде көрсеттік тұрды. Бұрында адамда жалпы адам хромосомасы 48-ге тең деп ойлаған. Кейін шығыс европалық зерттеулері бойынша адамда 46 екенін анықтаған. Осы
походу осы 56 жылғы Тио мен Леван ашқан шығар осыны. Келесі оқиға 1959 жылы бізде Лежен, Тюрпин және Готье осы үш ғалым бізде Даун синдромын ашқан. Біз айттық қой, егер хромосомалар бірге артық болса немесе бірге кем болса, адамда аурулар болады, хромосомалық ауру. Және Даун синдромы тура сол. Бір жұпта XXY, яғни жалпы адамда неше жұп хромосома? 23 жұп қой. Себебі 23-ті көбейтеміз 2-ге, бізде 46. Және мына жерде айтады, адамның 21-ші жұбында бізде 2 хромосома емес, әр жұпта бізде жалпы 2 хромосома ғой, жұп қой. Сонда бізде XX немесе XY болу керек. Ал мына жағдайда бір жұпта, яғни 21-ші жұбында, именно 21-ші жұпта, оның алдыңғылары емес, олардан кейінгі емес, 21-ші жұпта 3 хромосома пайда болды. Сонда XXY, ойлаңдаршы, осындай да хромосома бар екен. Яғни бір хромосомаға артық, сонда жалпы Даун синдромы бізде 47 хромосома. XXY. Бұл ауру. Осы ауруларды бір 10-шы сыныпта өтеміз. Бізде Клайнфельд ауру бар, Даун синдромы, Шерешевский синдромы бар. Біз бәрін әлі өтеміз. Уайымдамаңдар. 9-шы сыныпта ол жоқ. Және 1960 жылы ақш-та Денвер деген қалада, Денвер деген қалада, ақш-та адамның алғашқы халықаралық хромосоманың жүктелуі болған. Яғни осы цитогенетикалық әдіс пайда болған деп айтуға да болады. Осы ақш-та жалпы цитогенетикалық әдісті қолданған, осы 1960 жылы жүктелу болған. Осы кезде хромосоманың пішінін 7 бөлікке бөлген. Әр бөлікте өзінің жұбы бар, және әр жұбы 1-ден бастап 23-ге дейін реттік нөмірмен белгіленген. Суретке қараңдар. Суретесінде хромосома берілген, және оның көп деген жұптары бар. Локустары бар, генетикалық бөлімдері. Жай нәрөзді хроматин бөліктері бар. Біз алдыңғы митоз-миоз тақырыбында, алдыңғы тақырыптарда өткенбіз. Осыны еске түсіріп алыңдар. Және міне. Келесі 1971 жылы дифференциалдау болды. Яғни хромосомалардың әртүрлі әдістерімен бояуға мүмкіндіктер пайда болды. Қайттан цитогенетикалық әдіс. Егер 1960 жылы жүктелу болса, хромосома 7 бөлікке бөліп, олардың жұптарын бөлген болса, 11 жылдан кейін, яғни 71 жылы дифференциалдау. Дифференция дегеніміз бұл хромосоманы бояу. Яғни цитогенетикалық әдіс әзірленген осы кезде. Біз кариотипті көреміз. Кариотип деген не? Кариотип дегеніміз бұл хромосоманың саны, пішіні, түсі және жалпы қасиеттердің жиыны. Біз хромосомамен жұмыс істегенде, оны зерттегенде біз оның кариотипін зерттейміз. Оның пішіні, өзгерісі, саны, барлығы. Ал егіздерді анықтағанда бізде жалпы конкорданттылық және дисконкорданттылық деген екі қасиет бар. Конкорданттылық дегеніміз бұл егіздердің бір-біріне ұқсас болуы. Екеуі бір-біріне ұқсас болса, осы сала конкорданттылық деп аталады. Ал егер дисконкорданттылық бұл егіздердің айырмашылығы. Біз как раз таки егіздік әдісте дисконкорданттылықты зерттейміз. Яғни егіздер арасындағы айырмашылық, олар қалай анық көрінеді, белгілерді қалай тасымалдайды, модификация қалай әсер етеді. Осыны бәрін зерттейміз. Және бізде жалпы иммунологиялық әдісте фенилкетонурия деген ауру болған. Фенилкетонурия ауруы бұл фенианин деген амин қышқылы бар. Осы амин қышқылы тирозинге айналу керек жалпы. Биохимиялық әдіс заң бойынша. Бірақ та егер фенианин амин қышқылы тирозин гормон, еске түсіріңдер қандай гормон? Кім еске түсірді? Комментарийға жазды. Қандай бездің гормоны және функциясы, қызметі қандай? Комментарийға жазылыңдар. Және осы фенианин амин қышқылы тирозинге айналмағанда осы ауру болады. Осы кезде бүйрек қабынуы. Фенилкетонурия ауруы сонымен қатар жвачка бар ғой, қарапайым шайнайтын жвачка. Осы жвачканың құрамында бір химиялық заттар бар. Осы химиялық заттар осы фенилкетонурия ауруын туғызады екен. Шемішке деп жатырмын ғой. Жоқ, шемішке кірмейді. Жвачка ғана кіреді. Жвачка. Міне. Бүйректің қабынуына әкеледі, достар. Алло, біз сендермен бүйректің қабынуын өттік қой. Қандай? Пиелонефрит деген ауруды өттік. Бүйректің қабынуы. Циститті өттік. Ол не?
бұл құқықтың қабынуы и тағы басқа. Так, енді 1908 жылы бізде жалпы популяция статистикалық әдісте, яғни математикалық әдісте бізде Харди және Вайнберг деген екі ғалым болған. Олар бізде Харди-Вайнберг заңын ашқан. Бұл популяцияның генотиптерінің ара қатынасын есептейтін формула. Яғни популяцияда генотиптер неше? Генотипті анықтайды популяция, генофонд. Оның формуласы осындай: p квадрат қосу 2pq қосылған q квадрат тең 1-ге. Немесе қысқартылған түрде p қосу q тең 1-ге. P дегеніміз бұл доминантты гомозигота АА, үлкен А, үлкен А. Q дегеніміз бұл жалпы бұл рецессивті гомозигота кіші. Ал 2pq дегеніміз бұл гетерозигота, үлкен А, кіші А. Сонда осы аллелерді, осы гомозиготаларды, гетерозиготаларды, яғни жалпы зиготаларды аллелді гендер санап есеп шығаруға болады. Біз оны 10 сыныпта үйренеміз. Так. Және соңғы слайд бұл жалпы қалай айтуға болады? Уже денсаулық, адам генетикасына, денсаулыққа қатысты. Бізде мутагендік заттар, немесе мутагенді факторлар деген бар. Бұл не? Мутагендік заттар немесе мутагендік факторлар бұл болашақтағы ұрпаққа әсер ететін, мутацияға ұшырайтын аурулар тудыратын заттар. Мутагендік заттар дегеніміз бұл просто мутацияға ұшырайтын заттар ұрпаққа. Ішінде жатқан эмбрион болсын, немесе тұқым қуалайтын мутацияға апару мүмкін. Біріншісі радиоактивтілік, екінші электромагниттік сәулелер телефондағы, үшіншісі кофеин, кофе, кока-коланың құрамында 4% кофеин бар, ал кофеда неше? 50-40% шатаспасам, Келесі бізде алкоголь, ішімдік, сосын бізде 5-ші никотин, және 6-шысы ультракүлгін сәулелер. Озон қабат тесілгенде біз өткенбіз, жалпы 9 сыныптың алғашқы видеоларында бар ол туралы. Осы 6 фактор бізде мутагендік заттар, ауру тудыратын заттар, ұрпаққа берілетін. Және мынау қараңдар, 63-ші сурет тұр ғой, бұл шежіре, қарапайым шежіре. Бұрында осыны шежірелер жасаған. Бізде боялған ол ауру, боялмаған ол ауру емес, және домалақ бұл әйел, 4/3 бұл квадрат бұл еркек, шатаспасам, осындай есептер шығарып, бұрында шежіре құрып жасаған, бірақ ол нақты емес. Енді мына жерде астында анықтама жазып тұр. Бұл 1990 жылы Тихомирова деген атты әйелдің еңбегі болған. Біріншісі бұл белгіленген бұл аутосомалы басымды, аутосома бұл фенотиптік өзгеріс, денедегі өзгеріс, аутосомалық басымды. Екіншісі аутосомалы басылыңқы, яғни рецессивті. Үшіншісі жыныспен тіркес басылыңқы, төртіншісі жыныспен тіркес басымды. Бесіншісі голандрикалық, алтыншысы жынысқа тәуелді аутосома. Мына жерде қарапайым осы шежірелердің түрлері берілген болды. Және қандай? Біреуі басымды, біреуі басылыңқы, біреуі аутосома, біреуі жынысты деген сияқты. Осы есептер болуы мүмкін. Осы қандай пішіндер тұр ғой? Осы пішіндердің орнына сендер зиготтаны қойып алыңдаршы, мысалы АА біздің аларымызды. И уже осымен санасақ тура сол есеп. Бізде есептерді шежіре арқылы есептеуге болады, бірақ ең нақты әдіс бізде осы гибридологиялық әдіс, Менделдің заңдары. Так, туыстардың өзара ұрпақ қалдыруына болмайды. Себебі туыстас денелерде бірде рецессивті аллель бар, олар бірге басым болады. Көптеген аурулар төмен көптүрлілік және салт дәстүрдің құрметсіздігіне әкеледі. Айттық оны. Осыдан ауру балалар туылады. Понятно? Енді достар, назарларыңызға рахмет, мен нәруыздарым, мен сүйікті жандарым. Генетика түсінікті болды деп ойлаймын. Возможно, есептерде сұрақтар болуы мүмкін. Мен енді бос уақыт болғанда, осы видеолар түсіргеннен кейін, 10 сыныпты түсірген кезде бір күні демалыс аламда сендерге YouTube Shorts жасаймын. Ана Reels сияқты. Сонда YouTube Shorts'та мүмкін бір есептерді шығарам. Или же Менделдің заңдарын қайта түсіндірем. Уже тақтаға немесе дәптерге жазып түсіндіріп. Олай жақсы болады. Енді түсіндер деп ойлаймын. Сендерге сәттілік, тіркелуді ұмытпаңдар. Назарыңызға рахмет. Жас түлектер жоғары балл алыңдар. Мен сені жақсы көремін. Сау болыңдар.